Армысыздар, құрметті біздің көрермендеріміз, қадірлі замандастар. Сіздер мен біздер Құран құпиялары атты рухани марафонның екінші күніне жиналып отырмыз. Әдеттегі дағдымыз бойынша әрбір ораза айында біздер 5 күндік тегін рухани марафон жүргізетінбіз. Бұған дейін де белгілі болғандай, бұрындары біздер дін және дәстүр және атаусыз қалған әулиелер деген тақырыптарда өткізген едік. Бұл жолы біздер Құран құпиялары атты негізге алып отырмыз. Кеше жұмысымызды бастағанбыз. Қатысқандар жақсы біледі. Кешегі күні біздер бірінші бөлімде Құран тану дәрістері деген бағыт бойынша Құран туралы көптеген мәлімет беріп, Құран өзі сол Алла Тағаланың сөзі ретінде нені білдіреді, қай уақытта қалай уахи болып пайғамбарымызға түскен, қандай жолдармен келген, қалай аталған Құранда, қалай көрініс береді деген секілді көптеген мәселелерді ашып айттық. Уахи деген не, ол қалай келеді деген мәселенің бәріне тоқталдық. Енді одан кейін біздер екінші бөлімінде кешегі күні, яғни Құран және ғылым деген бөлімде жаратылысқа қатысты, жердің жаралуына, ғаламның жаралуына қатысты Құранда келтіретін көптеген дәлелдерді, дәйектердің бәрін келтірген едік. Яғни осыдан 14,5 ғасыр бұрын Құранда көптеген ғалам құпиялары айтылып қойғанын сол жерде көрсеткен болатынбыз. Одан кейін Құран хикаялар деген үшінші бөлімімізде, марафонның үшінші бөлімінде біздер кешегі күні Жүсіп пайғамбар хикаясын айтып берген болатынбыз. Жүсіп пайғамбар хикаясы қазаққа жақсы таныс хикаялардың бірі. Ең алдымен ол Түс жору оқиғасына байланысты келеді. Және атақты 7 ғашық бар болса қазақта, соның бірі Жүсіп Злиха дастанына өзек болған бұл бір о бастағы діни құрандық хикаялардың бірі еді. Осылардың барлығын айтып болғанымызша және сіздердің сауалдарыңызға жауап беріп болғанша кеше 1,5 сағат уақыт алған болатынбыз. Енді жақсы, ізгі жақсы тілектеріңізге көптен көп рахмет. Бүгінгі күнгі жұмысымызды бастаймыз. Уақытша мен пікірлерді өшіре тұрамын. Білмейтіндер үшін қайтадан таныстыра кетейін өзімді. Тікелей эфирде Айнұр Әбдірәсілқызы, дінтанушы ғалым, халықаралық дәрежедегі кәсіби коуч, парапсихолог емші, Қазақстан Республикасының халық емшісі және нейролингвистикалық бағдарламаушы. Сонымен, бүгін екінші күнімізге келдік. Екінші күнді неден бастаймыз? Әдеттегідей Құран тану дәрістерінен бастайық. Ең алдымен кешеде айтып өткеніміздей, пайғамбарымызға уахи ретінде келген Құранның алғашқы сүресі, алғашқы аяттары Алақ сүресінің алғашқы аяттары болып келеді деп айттық. Әрине кейбір жерлерде Фатиха сүресі алғашқы аят болу мүмкіндігі бар деген сөздер айтылады, бірақ нақты пайғамбарымыздың өмір дерегінен алып қарағанда, нақты жеткізілген риуаяттарға алып қарағанда, сол Алақ сүресінің алғашқы 5 аяты ең алғаш түскен Құран аяттары екендігі белгілі болады. Ал енді ең соңғы аят қай аят дегенге келгенде, әрине бұған да қатысты бірнеше пікірлер бар. Өйткені кешеде айтқанбыз, бүгінде осыған біршама тоқталамыз. Құран аяттары, Құран сүрелері бір жылда немесе бір шағын ғана уақытта түсе қалған жоқ. Пайғамбарымызға пайғамбарлық келген кезден бастап, ол кісінің 40 жасынан бастап 23 жыл бойына кезең-кезеңмен түсіп отырды. Кешеде айтқанымыздай, алғашқы 6 айдың кезеңінде пайғамбарымыз айқын анық түстер көру арқылы аяндар алған деуге болады. Одан кейін барып уахи тікелей періште арқылы келді. Періштенің өзі түрлі сипатта келгендігін айттық, өз бейнесінде көрінген, ер адам ретінде көрінгенін айттық. Одан соң кей жағдайда ызыңдаған, сылдырлаған дыбыс ретінде келіп белгі бергенін, кейде ешқандай белгі бермейді. Жай жалпы өзін пайғамбарымыздың күйінің өзгеруінен келіп жатқан мәліметтерден уахидің келгендігі байқалған кездер болған айттық. Қалай болғанда да пайғамбарымызға үнемі уахи Жебірейіл періште арқылы осындай жолдармен жіберіліп отырды дедік. Ал енді соңғы, жаңа айтқандай, Құранның соңғы түскен аяты қайсы дегенге келгенде көптеген пікірлер бар. Соның ішінде ең көп айтылатыны Бақара сүресінің 281 аяты болуы мүмкін делінеді. Өйткені сол аят түскеннен кейін пайғамбарымыз небәрі 9 күн ғана өмір сүрген делінеді. Ал енді мағынасына қарап, басқа да кейбір аяттарды, мысалға бір жерде Наср сүресін, өзі қысқа ғана сүрені, бір жерде Бақара сүресінің 282 аятын, 287 аятын соңғы аят болуы мүмкін дейтін де көзқарастары бар. Бірақ жаңағы айтылған Бақара сүресінің 281 аятын, бұл жерде енді қиямет күні туралы ескерту бар. Жалпы осы уахидің аяқталатынына деген бір нұсқау бар дегенді білдіре отырып, ғалымдардың көпшілігі соны қабылдайды. Қиямет күнінен қорқыңдар деп келетін, Аллаға қайтатын күннен қорқыңдар. Сосын әрбір адам өзінің жасаған іс-әрекетінің сауабын немесе жазасын алады деген секілді мәндегі аяттар келтіріледі ол жерде. Сонымен бұл жерде пайғамбарымыздың өзінің көзі тірісінде пайғамбарымызға келіп түскен уахиды ол кісі негізінен үнемі қайталап жаттап алған.
өзі сол уахи халінен айыққанға дейін жаттап болғаннан кейін ғана уахи халінен айыққан. Жебірейіл періште арқылы түсіріліп отырған нәрселерді, яғни пайғамбарымыз өзі де солай деп келтіреді. Мен оны бірнеше қайталап жаттап алатынмын деп айтады. Бірнеше қайталап жаттап алатынмын. Соның ішінде кешегі күні айтқанымыздай, кейбір сүйіншіленген хабарлардың жылдам жатталған, ал енді кейбір қиямет күнін ескерту, мәнде келген қорқынышты, басқа да хабарлардың ауыр халдерді алып келгенін біз кеше айтқанбыз. Яғни пайғамбарымыздың сезінуі ондай кезеңдерде ауыр болып өткенін айтқанбыз. Бірақ барлығы да пайғамбарымыздың бірінші кезекте жатқа есте сақтауы арқылы болды. Одан кейін пайғамбарымыздың кезеңінде жазу сызуды білген сахабаларда жеткілікті болды. Әсіресе пайғамбарымыздың асыранды ұлы болып келетін әрі сахабасы Заид ибн Сабит, ол пайғамбарымыздың жеке хатшысы іспетті роль атқарды. Көбіне көп келген уақиғаларды сол қағазға түсіріп отырды. Басқа да жазу сызу білетін сахабалар пайғамбардың жанында қайсысы болса жылдам олар да қағазға түсіріп алуға тырысты. Қағаз дегенде ол кезде әртүрлі материалдар болған. Кей жағдайда сүйектер пайдаланылған жазу үшін, кей жағдайда ұсақ ақтасқа жазылған кезі де болған екен. Кей жағдайда түйенің терісі, ол халықта енді түйе көп өсірілетіндіктен түйенің терісі өңделеді, иленеді, жұмсарады. Соларда да жазу материал ретінде пайдаланған жағдай көп болған. Өйткені оған дейін де араб халқында жоғарыда айтқанымызда жазу болған, оған дейін де жазба мәтіндер сақталған, сонымен осындай әдістер дамыған. Содан соң пайғамбарымыздың кезінде кеңінен қолдана бастаған әдістердің бірі жүгерінің сабағына жазу, содан жасалған парақтарға жазу деген болған екен. Яғни кептіріліп, өңделіп қандай да бір жолмен парақшалар жасалған, сол парақшаларға жазу көбірек таралған екен. Өздеріңіз білетіндер, мысалға Мысырда да ежелгі Мысырда папирус көп қолданылды. Сол папирус қағаздарын қарасаңыз, қарапайым ғана қамыстың өзегінен сабақтарынан жасалған материал. Осы күнге дейін бәріңіз де көрген шығарсыздар деп ойлаймыз. Папирусқа да көп жазулар жазылады, көптеген суреттер салынады. Сонымен осындай нәрселер арқылы әртүрлі материалдарға пайғамбарымыздың кезеңінде жазып алып отырған. Енді жаңағы айтқандай көптеген сахабалар жазып алып отырған. Пайғамбарымыздың кезінде тұрақты түрде оны енді барлығын біріктіріп, бір кітап етіп жасап қойған жоқ. Өйткені ол кезде уахилер, яғни Алла Тағаланың Құранның сүрелері, аяттары үздіксіз келіп жатты. Үздіксіз бірінен соң бірі түсіп жатты. Кезең-кезеңмен әлі уахи аяқталған жоқ. Аяқталды, болды, бітті, ал енді бір кітап қылып жақсылап бастан қайтадан жазып қойыңдар дейтіндей ондай жағдайға жеткен жоқ. Бірақ түскенінше жазылып отырды. Одан соң сахабалардың көпшілігі Құранды бастан аяқ жатқа білген. Пайғамбарымыз дүние салғанда бастан аяқ толық жатқа білген 7 сахаба болған делінеді. Одан басқа Құранның үлкен бөлігін жаттаған өте көп сахабалар болған. 40-тан астам, 50-ден астам сахабалар негізгі үлкен бөлігінің барлығын Құранның жаттап алған делінеді. Неге жаттау деген нәрсе жақсы жүзеге асты? Өйткені жалпы жазу мәдениеті толық қалыптасып кеткенге дейін, мысалы қазіргі кезеңде жазу мәдениеті толық қалыптасты. Әрбір адам хаттан еді. Бұндай кезеңдерге жеткенге дейін қай халықтың болса да әдебиеті ауызекі түрде тарады. Араб халқында да ауызекі әдебиет деген өте мықты дамыған. Біздің қазақта қаншама беттік дастандарды, жырларды жатқа білген ғой. Нешеме дастандарды, мысалға Қобыланды батыр дастанын, бірнеше дастандарды жатқа айтатын, жатқа соғып отыратын, жатқа тартып беретін, әндетіп деген сияқты жыршыларымыз қаншама болды. Сол секілді араб халқы да осы жаттау жағынан өте дарынды халық болған. Күні кешеге дейін европалық саяхатшылардың күні кешеге дейін жазған деректерінде осы арабтардың зеректігіне таң қалып жазады. Ойпырмай дейді, арабтың кіп-кішкентай баласының өзі дейді, жөн сұрай қалсаң дейді, тұра қалапта тақпақтап тұру жауап береді дейді, өлеңдетіп тұру жауап береді дейді. Сонда қарасаңыз, ол өзінен бұрынғы, біріншіден ол халықтың ақындық қабілеті өте жоғары болған, рас, айқын. Екіншіден, ол араб тілінің сөздік қоры өте бай. Сөздік қор өте бай болса, өзінің ойыңа сәйкес ұйқас табыла береді. Үшіншіден, оған дейінде сол бағытта өте көп нәрсе айтылып, жазылып қойылған, олар соны жаттап алған. Сол жатқа сақтау қабілеті деген, ауызша жадынама деген нәрсе, осындай ауыз әдебиеті мықты дамыған халықтарда болады. Арабтарда да ол мықты дамыған. Сонымен жалпы ұлтта бар есте сақтау қабілетінің жадының мықтылығынан Құранды жылдам жаттап алған сахабалар, ол бір жағы. Екіншіден, енді Құран аяттары күн сайын дерлік намаз үстінде пайдаланылды. Намаз үстінде, мысалға, әрбір намаздан кейін, өздеріңіз білесіздер, әрбір намазда Фатихада сүресінен кейін
бір аят оқылады, қосымша бір аят оқылады, бір сүре оқылады. Қазір зам сүре, қысқа сүре деп айтамыз. Ол кезеңдерде сол жаңадан түскен сүрелер де жиі қайталанып оқылып тұрған. Сондықтан бұлардың үнемі қайталануы олардың жақсы есте сақталып қалуына себеп болған. Одан кейін бір жағынан көптеген аяттар біз кешеде айттық. Аяттарда тек қана бір Алланы мадақта немесе тек қана құлшылық ет деген нәрселер ғана жазылған жоқ қой. Ол жерде көптеген нақты нұсқаулықтар болды. Мысалға, мұрагерлік құқығы, балаға қанша мұра беріледі, әйелге қанша мұра беріледі, соның ішінде ұл балаға қанша, қыз балаға қанша, әке шешесіне марқұмның қандай мұра беріледі деген нәрсе, немесе әйел адамның жағдайлары, құқықтары, ері қайтыс болғанда оны кім асырайды, оның яғни күту мерзімі қанша болады, немесе ажырасу жағдайлары, талақ мерзімі қалай белгіленеді, қандай шарттар бар, не орындалу керек деген секілді өте көп кәдімгі тұрмыстық қарым-қатынас, жеке бас жағдайлары, ахуалу шахсия деп аталады, жеке бас жағдайларына қатысты көп нәрсе болды. Мәмілеге қатысты, муамалат деп аталады, мәмілеге қатысты, сауда қатынастарына, басқа қатысты өте көп аяттар болды. Олардың барлығы кезең-кезеңімен кешегі айтқанымыздай қажеттілігіне орай түсіріліп отырды. Жағдайға қарай түсірілді, әртүрлі ахуалдарға қарай түсірілді, және жалпы адамдардың қажеттілігіне орай түсірілді. Солардың бәрі кезең-кезеңмен түсірілгендіктен де ұзақ уақыт бойы оны жаттау қиындыққа соққан жоқ. Бірте тапсырма берілген секілді, бірте игерсеңіз кез келген үлкен мәтінді жаттайсыз ғой, ол да 23 жыл бойына жатталған бір мәтін болды. Әрі жоғарыда айтқандай, халықтың өзінің күнделікті нұсқаулығы іспетті болды. Яғни күн сайын сол нәрселер бойынша әрекет етті. Мысалға, ойбай, мынадай жағдай пайда болып қалды. Мәселенке, пәленшенің жұбайы қайтыс болды. Енді не істеу керек? Енді оның ахуалы қалай болады? Оның күтімі кімге жүктеледі? Енді ол қанша уақытқа шейін ерінің соңын күту керек болады? Нені істеу керек, нені істемеу керек? Деген сияқты нәрселердің бәрінде де осы Құранда аяттар келіп отырғандықтан, соларға жүгініп отырғандықтан, соларды қайтадан еске түсіріп, пәлен сүреде, пәлен аятта осылай делінді ғой, делініп үнемі қайталанып отырғандықтан, яғни өмірде басшылыққа алып отырғандықтан, Құран ұмытылмаған, жатталу мүмкіндігі зор болған. Оның үстіне бұның барлығына қоса, енді Құран жаттаудың қаншалықты сауапты іс екені белгілі. Оны пайғамбарымыз үнемі айтып ескертіп отырған. Құранның әр әрпіне жаттаудың әр әрпіне жақсылық жазылады деді, әр әрпі үшін 10 сауап жазылады деп айтылады. Сондықтан сауапты іс болғандықтан әрі ұмытылмау үшін ол үнемі жапқа айтылып, үнемі қайталанып отырған. Оған қоса жаңағы айтқандай қағазға түсіріліп бірнеше сахабалардың өздерінде сақталған сол нәрселер. Енді пайғамбарымыз дүниеден өткеннен кейін енді Құранға қатысты бір қатар мәселелер пайда болды. Ең алдымен пайғамбарымыз дүниеден өткеннен соң көп ұзамай болған Ямама шайқасында көптеген сахабалар шәһид болды, қайтыс болып кетті. Олардың көпшілігі Құранды жақсы жаттаған сахабалар еді. Міне сол кезде пайғамбарымыздың сахабаларының бірі Омар, кейінірек әділетті төрт халифтың бірі болған Омар, пайғамбарымыздың орнына халифа болып қалған Әбу Бәкірге келіп айтады: Құранның үлкен бір бөлігі жоғалып кету қаупі бар болашақта деді. Құран жатқа білетін сахабалардан айырылып қалмай тұрғанда, бұлардың бәрін қағазға түсіруге бір тапсырма беріңіз деді. Алдымен Әбу Бәкір ойланады. Енді пайғамбарымыздың кезінде жасалмаған нәрсе еді ғой, оны біз қалай жасаймыз деп. Одан соң енді Омар бар, басқа да халифалар бар, басқа да сахабалар бар. Бұның дұрыс амал екеніне бәрін талда көзі жетеді. Сахабалардың бәрі кезінде, пайғамбарымыз кезінде бәрі жатқа біліп отырса, бірте оның көмескілерінің мүмкін екенін біледі, сөйтеді деп бұл істі Заид ибн Сабитке тапсырады. Манағы айтқан пайғамбарымыздың бас хатшысы іспетті болған Заид ибн Сабит Құранды жинақтауға кіріседі. Ең алдымен сол тапсырма бойынша сол кезіндегі сахабалардың қолында бар барлық Құран мәтіндерін жинап алады. Тасқа жазылғаны бар, ағашқа жазылғаны бар, қағазға, теріге жазылғаны бар, барлығын жинақтайды. Өзі Заид ибн Сабит онсыз да Құранды бастан аяқ жатқа білетін адам. Түгел жатқа біледі. Одан басқа тағы бірнеше сахаба онсыз да жатқа біледі. Сонда да сенімділік үшін алдымен барлығын жинайды. Және оған қоса Әбу Бәкір халифаның жарлығымен мешіттің алдында бір адам арнайы отырғызылады. Жазып отыру үшін жаңағы хатшы ретінде отырғызылады. Соған Алла Тағаланың кітабынан, Құраннан білетін нәрселерін әркім келіп айтсын дейді. Бірақ кім көрінгеннің сөзін ала бермейді, оған шарттар қойылады. Біріншіден дейді, ол көптеген сахабалар жатқа білетін мәтін болу керек, өйткені сенімділігін тексеру үшін. Екіншіден, ол пайғамбарымыздың көз алдында пайғамбарымыздың басшылығымен қағазға түсірілген болу керек. Үшіншіден, соның пайғамбарымыздың көз алдында қағазға түсірілгеніне екі адам куәгер болу керек деді. Өстіп қатаң сұрыптаудан өткен мәтінді қалыптастыру үшін бірнеше шараны қатар атқарады.
сөйтіп бір жыл бойы Зайд ибн Сабит осы аталған дүниелердің барлығын жинақтап келіп, пайғамбарымыздың кезінен айтылып келе жатқан баяғы өзінің жады реті бойынша және басқа да Құранды жатқа білген сахабалардың барлығының да айтуларын түгел ескере отырып, сол пайғамбарымыздың аузынан шыққан Құранды толығымен хатқа түсіреді. Енді осы жерде пайғамбарымыз сүрелердің басқаның ретін қалай білді дегенге келсек, ол да үнемі айтылады. Пайғамбарымыздың өзінің сүннетінен белгілі болғанда, яғни хадистерінде айтылып кеткендей, пайғамбарымызға Жебірейіл періште кезең-кезеңмен мынау аят мынау сүреде тұру керек, мынау сүренің аты мынадай болу керек деп кеңес берген деп айтады. Әсіресе әр жыл сайын Рамазан айында Жебірейіл періште күн сайын пайғамбарымызға келген деді, уахимен. Сөйтіп күн сайын Құран сүрелерін, осыған дейін түскен Құранның барлық аяттары мен сүрелерін қайта оқып шыққан, бірлесе дейді. Кәдімгі тексере отырып оқығандай қайта оқыған деп айтады. Енді пайғамбарымыз жатқа оқыған барлық уақытта. Біз оқыған десе, қазір түсінеміз ғой. Мысалға пәленше сіздерге мынадай өлең оқып береді десе, бұның кітапқа қарап оқымайтынын білесіздер. Жатқа оқиды. Жатқа оқудың өзі оқу делінеді, айту делінбейді. Өлең айтады десем, онда ән салуды түсініп қаламыз. Сол секілді пайғамбарымыз әдетте жатқа оқыған. Жебірейіл періште сонда Рамазан айында толығымен, былайша айтқанда, тексерген іспетті, қайта қалпына келтірген іспетті, Құранның сүрелерін, аяттарын реттеген іспетті толығымен осылай жүйеге келтіріп шыққан делінеді, қайталап шыққан дейді. Ал пайғамбарымыз қайтыс болатын жылы Жебірейіл періштемен бірге бір Рамазан айының өн бойында Құранды екі қайтара толығымен оқып шыққан дейді. Екі қайтара толығымен оқып реттеп шыққан. Осы пайғамбарымыздың күн сайын Құран оқығанына қарап, ол кісі енді өзінің басына өткен жағдайдың бәрін айтып отырады ғой. Жебірейіл періштенің дұрыстауларын айтып отырады, реттегендерін қалай келтіргенін айтып отырады. Соған қарап, баяғы жазған сахабалар да үнемі реттермен Құранның сүрелерін, аяттарын реттеп отырған делінеді. Сондықтан сол бір мызғымаған рет, жатқа сақталған кейін қағаздарға түсіріліп сақталған рет, жаңағы айтқандай Зайд ибн Сабит арқылы қағазға түсіріліп, мусхаф, яғни сахифа деген арабша қағаз бет дегенді білдіреді, бет парақ дегенді білдіреді. Ал енді сол сахифа парақтардың барлығын біріктіріліп, бір кітап халіне келтірілген түрі мусхаф деп аталған. Сонымен ең алғашқы мусхаф, яғни ең алғашқы Құран жинағы осы Абу Бәкір халифаның кезінде пайда болған. Енді оны солай пайда болып басшылыққа алып отырады. Әбу Бәкір сахабадан кейін халифа ғой, енді одан кейінгі халиф болған Омардың кезінде Омарға қалады бұл мусхаф шариф. Мусхаф шариф деп атау қалыптаса бастаған. Шариф деген атақты, даңқты деген ұғымда. Одан кейін Омар қайтыс болғаннан соң оның мұрагер сақтаушысы ретінде Хафса, пайғамбарымыздың жұбайы болған Омардың қызы Хафса, ол мусхафты сақтап қалады. Өз қолында алып, көздің қарашығындай сақтап қалады. Енді үшінші халифа Османның кезінде араб халифаты, жалпы мұсылман халифаты кеңейіп, ислам діні көп деген елдерге тарай бастайды. Тарихтан жақсы білесіздер. Ал араб халифатының шекарасы кеңейеді. Енді ол тек қана араб елдерінде емес, ислам халифаты көптеген басқа халықтарда таралады, парсыларда, тағы басқа эфиоптықтарда, айналадағы көптеген халықтарда тарала бастайды. Ол елдің халқы араб тілін білмейді. Білмегендіктен оқуда қиындықтар болады. Енді арабтың тілінде ол кезде әріптер саны шектеулі болған, харакат қою деген нәрсе болмаған. Арабша білетіндер жақсы біледі. Арабтар алдымен тек қана әріптің сұлбасын жазып шығады, силуэт, сұлбасын салады. Одан соң оның үстіне астына нүктелерін қойып шығады. Одан соң оның қандай әріп екені белгілі болады. Одан кейін барып харакаттар, яғни қысқа дауыстыларды үстіне астына жазып шығады. Ал ол қысқа дауыстылар жазылмаса да, олар сөзді оқи алады. Неге оқи алады? Өйткені олар онсыз да жатқа біледі. Мәтінне, контекст деп айтады ғой, жалпы мәтінге қарап біліп ала салады. Тіпті нүктесі қойылмаған түрде де жобасын білуге болады. Ал бірақ араб емес халық үшін ол өте ауыр. Арабтың тілін білмейтін халық үшін ол өте ауыр. Осыған дейін мусхафқа басқа біріктірілгенде Құран сол алғашқы арабта қалыптасқан аз ғана әріптердің жүйесімен түсірілді де қойды. Харакат қойылған жоқ. Харакат деген қысқа дауыстылар. Арабтарда созылыңқы дауысты ғана жазылады да, қысқа дауысты жазылмайды. Қысқа дауысты жазылмайды, тек қана дауысты әріптерден тұрады. Дауысты әріптерден және созылыңқыдан ғана тұрады арабтың қазіргі алфавитінің өзі. Сонда қарасаңыз, мысалға, кәтаба деген етістік бар. Кәтаба жазу деген мағынаны білдіреді. Сол кәтаба етістігіндегі дауыстар қайсысы? К, Т, Б. Яғни кәтаба деп жазғыңыз келсе, сіз К, Т, Б деп жазып қойсаңыз болды. Харакат қоймай оны кәтаба деп оқи бересіз. Бірақ ол сөзі арғы мәтінмен байланыстырылмаған адам оны кутиба деп оқуы мүмкін, китабу деп те оқуы мүмкін, білмейтін адам. Ал білетін адам оның кәтаба етістік екенін біледі, ары қарай есім сөздер жалған тұрғандықтан.
Сонымен ал қалған қысқа аны қайдан табамыз десек, оның үстіне қысқа фатха деп харакаттармен қойып береді. Араб тілінің осындай ерекшелігі бар болғандықтан басқа халықтардың түсінуіне қиындық пайда бола бастайды. Сонымен осындай жағдай болғандықтан енді Құран әліпбиін, яғни алфавитін қайтадан ретке келтіру қажет бола бастайды. Қажет болады, сондықтан енді ең алдымен мынадай нәрселер, ең алдымен бірінші кезекте айтқандай, Османның кезеңінде сол баяғы Мусхаф шариф, сақтаулы тұрған, Хафсаның қолында сақталған Мусхаф шариф, ол алдымен Хафсадан алынып, белгілі бір уақытқа дейін көп дана етіп көшіріледі. Бір жерде 4 дана, бір жерде 5-7 дана деп айтылады. Көп дана етіп көшіріледі. Бір дана сол Мединаның өзінде қалдырылады дағы, қалған даналары Шам бар, Куфа бар, бір жерде Мединаға да жіберілді, бір жерде Басраға да жіберілді, Йеменге жіберілді деп айтады. Сөйтіп, ислам халифатының бір ең орталық қалаларына жіберілгені айтылады. Сөйтіп, жалпы Құран таратылды. Бір ғана адал әділ нұсқадан Құран ары қарай көбейтіп таратылды. Бірақ оқуында жаңағы секілді көптеген түсініспеушіліктер пайда болды. Араб емес халықтар үшін қиындықтар пайда болды. Сонымен өз кезеңінде жаңағы халифалардың жолын жалғағандар, кейінгілер енді бұны өзгертіп, бұны толықтыру қажет екендігін түсінді. Сөйтіп өз кезіндегі тіл ғалымдарына, лингвистерге тапсыра отырып, Құранға харакат қойылуы, нүктелердің қойылуы 3 кезеңнен өтті. Ең алдымен жаңағы Муавия Абу Суфьянның кезіндегі белгілі бір тіл ғалымына оларға алдымен әріптерді айқындай түсу деген нәрсе тапсырылды. Сұлбасы бір-біріне ұқсайтын әріптер арабшада көп болған. Ол кезде әлі нүктелер толық қойылмаған. Сондықтан ол ғалым, Ад-Дуали деген ғалым, ол алдымен сол нүктелерді харакат секілдетіп басында нүкте қойып шыққан. Бұл біршама танылуына, Құранның біршама жеңіл оқуына себеп болды. Одан кейінгі кезеңде енді бірақ бұл да аздық етті, өйткені харакаты жоқ, дауыссыз дыбыстарды білмегендіктен тағы да қателесу пайда болуы мүмкін болды араб емес халықтар үшін. Сондықтан қайтадан келесі бір кезеңде харакат қою деген мәселе шықты. Әріптер толығымен белгіленіп болып, харакат қойыла бастады. Харакаттар болғанда, бірінші кезде харакаттар қазіргі арабша білетіндер біледі. Фатха, кәсра, дамма деген күйінде болған жоқ. Ол кезде тек қана нүкте күйінде бола берген. Ал сонымен оларды әріптің нүктесінен ажырату үшін 2 түрлі түспен жазған. Бірін сары, бірін қызыл деген сияқты түрлі бояулармен жазған. Одан кейін барып, хижраның 2-ші ғасырында атақты сол кезеңдегі ғалымдардың бірі бар, оны кейінгілерде жақсы біледі. Халил ибн Ахмад деген арабтың белгілі лингвисті деп аталады, белгілі тілтанушы ғалымы, сол осының барлығын белгілі бір жүйеге келтірді. Ең алдымен жаңағы харакаттарды қазір кезеңде фатха, кәсра, дамма деп басқаша белгілеуді шығарды, және оған қоса әріптердің нүктелерін бөлекше қойып шықты. Сонымен Құранның харакатталуы толығымен аяқталды. Осы бір кезеңде толығымен аяқталды делінеді. Бұл біздің дәуіріміздің 791 жылдар, негізі 8-ші ғасырында болған жағдай. Сонымен осы кезеңге дейін бірде-бір әріпі, бірде-бір харакаты өзгермеген қалпында Құран сол қалып келе жатыр. Оған дейінде ол өзгерген жоқ болатын, ол сол қалпында сақталған. Тек жаңағы араб емес халықтар үшін оқылуы қиын болды, сауаты төмендер үшін оқылуда шатысу мүмкіндігі бар болды да, жақсы білетін адамдар қайтадан жаңағыдай харакаттап, басқасын жасап, рет-ретіне келтіріп, осы қазіргі қалпына толығымен келтіріп отырды. Сонымен бұдан кейін мынадай нәрсе шықты. Құранды қалай жылдам оқуға болады? Қалай нақты бөліктерге бөлуге болады дегенде, Құранды бір аптада оқып шыққысы келетіндер үшін ғалымдар отырып, кәдімгі коллегия алқа құрып дегендей бірлесе отырып, әріптерді жобалап санап, тең-бе-тең 7 бөлікке бөліп шықты Құранды. Бірінші кезде Құран солай тең-бе-тең 7 бөлікке бөлінді. Бірақ барлық адамдар бірдей бір аптаның ішінде сатырлатып қайталап шыға алатындай мүмкіндік болмағандықтан, ондай білімі немесе ондай уақыты мүмкіндік болмағандықтан, пайғамбарымыздың хадисіне сүйене отырып 30 бөлікке бөлу ұйғарылды. Пайғамбарымыздың хадисі сол, Құранды бір айда толық оқы деп келетін бір сахабасы өзінің айтқан хадисі бар. Әсіресе енді Рамазан айында Құран толық оқылады әдетте.
Сондықтан теңдей 30 бөлікке бөлінді. Ол 30 бөлік 100 деп айтылады. Арабшада пара, біз парасы деп айтамыз, 30 парадан тұрады дейміз. Әріптерінің саны, әрбір әрпінің санына шейін саналып, шамамен теңдей 30 бөлікке бөлінді. Енді ол 30 бөлік 30 күн оқылатын нәрсе болып саналды да, ал енді бір бөлігін күндіз, бір бөлігін кешке, немесе бір бөлігін таңертең, бір бөлігін басқа уақытта дегендей мүмкіндікке келтіру үшін сол 30 бөлік, яғни 30 пара ішінен тағы да 2 бөлікке бөлінді. Хизб деп айтылды, жарты-жартыдан, яғни. Сөйтіп 30 парадан, соның ішінде 60 хизбтан тұратын болды. Яғни жалпы ол дегеніміз жай ғана санына қарап бөлу, оқуға оңай болу үшін, жаттауға оңай болу үшін бөлінген бөлік болды. Соның ішінде енді одан да төмен ары қарай жіктеліп, мәселен, хизб 2 бөлікке бөліп тастады ғой. Таңертең бір отырғанда бір хизбті түгел оқып тастады дедік адам, ал бірақ қалған уақыттың ішінде қалған бір хизбті оқу үшін сол бесін екінді шам құптан намаздарына оқу үшін тағы да бір хизбтің өзі 4 рубыққа бөлінді. Рубық деген ширек деген сөз, ширек. 25, 0,125 қой былайша айтқанда. Сондайға бөлінді. Сонымен қысқасы мынадай нәрсе пайда болды. 30 пара, 60 хизб және 240 рубл пайда болды. Сонымен, енді бұл нәрседің бет санына келгенде қалай ажыратамыз десек, Құранның өзі әдетте 606 беттен тұрады. Соның ішінде, егер оны жаңа 30 параға бөлгенін санасақ, 30 параның әрқайсысы 20 беттен сәл асық болады. 20 ондан 2 бет деген сияқты. 20 беттен сәл асады. Ал енді әрбір хизб болса, 10 беттен сәл ғана асады. Әрбір рубық ширек болса, тура 2,5 бетті құрайды. Сондықтан жаңағыдай бөліп оқыған кезде 2,5 беттен оқығанда ол тіпті де салмаған. Сөйтіп Құранды оқудың, егжей-тегжейлі үйренудің осындай жолдары пайда болған. Одан кейін уақыт өте келе аяттарда белгіленді Құранда. Әрбір аяттан кейін шеңбер салынып, аяттың ортасына кейінірек номерленді, сандары қойылды. Нешінші аят екені басында жай ғана бөліктер тұрған, кейін санына шейін белгіленді. Одан кейін жаңағы айтқанда хизбтарды бөліктері бөлу үшінде тиісті белгілер қойылған жерлер болды. Сәжде аяттарын бөліп көрсету үшін оған да арнайы белгілер қойылды. Одан кейін кей жерде тоқтауға рұқсат етілетін жер бар, кейде тоқтауға болмайтын жерлер бар. Кейде тоқтаса да тоқтамаса да болатын жалпылама рұқсат жерлер бар. Кейде тоқтамаған абзал болатын жер бар, ал кейде бір аятта тоқтаса екінші тоқтамау керек дегенді білдіретін жерлер бар. Бұл мағыналық жағына қарай. Осындай нәрсенің бәрін көрсететін белгілер бірте қойылды. Ал негізгі жаңа харакатталуы, сукундалуы, тағы басқа фатха, кесра, даммасының бәрінің қойылуы жоғарыда айтқандай Халил ибн Ахмадтың кезінде толығымен аяқталып жүйеге түсірілді. Сөйтіп, кешегі бір оқырманымыздың сұрағына жауап ретінде тағы да айтқымыз келеді. Бір әрпі де өзгермеген қалпында Алла тағаланың өзінің Құранда айтқанындай, оны Құранда зікірде, ол жерде аз-зікір деп айтылады, зікірді біз түсірдік және біз оны сақтаймыз. Яғни қиямет қайымға дейін сақтаймыз, қорғаймыз деген мағына тұр. Көптеген жерлерде Құранның ешқандай өзгертілмей сақталатыны айтылады. Сөйтіп, осындай өте жүйелі еңбектің арқасында, өте қатаң талаптардың арқасында Құранның шынында да әрпіне шейін өзгермей сақталып келе жатқанын пайымдауға болады. Сонымен, бұл біздің бірінші бөліміміз. Осының өзінде 28 минут отырып қалыппыз. Ертеңнен бастап уақытты қысқартамыз. Сонымен, енді екінші бөлікке көшейік. Кеше сіздерге біраз мәліметтерді айтқанбыз. Құран және ғылым деген мәселе бойынша, яғни қазіргі нағыз Құран құпиялары осы жерде. Қазіргі ғылым дәлелдеп жатқан Құранның ерекшеліктері, Құранда бұрын айтылып кеткен ғылым дәлелдеп жатқан дүниелер. Әзірге сырттағы әсер қатты болып тоқталмай отырып, қорықпаңыздар. Сіздерге ол ешқандай әсер етпейді. Кешеде айтқанмын. Бірақ оның әсері біраз уақыттан соң адамдар шаршайды, тоқтатады. Сол кезде жақсы әсерін керісінше жақсы өзгерістерді байқайсыздар. Әзірге осылай жұмыс істей береміз. Сонымен, кеше бір қызық нәрсені айттық, жаратылысқа қатысты. Алла тағаланың жаратылысқа қатысты нәрселер, яғни бір бүтіннен үлкен жарылыс, кәдімгі астрономияда, астрофизиктер дәлелдегендей, үлкен жарылыс болу арқылы бұл ғаламның пайда болғаны, о баста бүтін болғаны, барлығы Құранда айтылып қойғанын айттық. Көктің 7 қат болып көтерілгені Құранда бар екенін айттық. Соныңша атмосфера қабатының қорғаушы төбе етіп бекітілгені, бұның да Құранда бар екенін айттық. Қалай қорғайтынын айттық, қандай жағдайлар өзгерістердің бар екен, барлығын айтқанбыз біздер. Енді осыны кішкене ғана жалғастырайық. Әнбия сүресінің 31 аятында мынадай нәрсе бар.
Жерлердің теңселмеуі үшін мызғымас етіп тауларды жараттық деді. Және тағы бір аяттарда таулар, оларды біз жерді төсеніш, тауларды қазық етіп бекіттік деген сияқты сөздер де бар. Енді осыған қарағанда біреулер сырттан қарап бұл қарапайым сөз ретінде қарауы мүмкін да, енді жердің оған не қатысы бар деген сияқты. Құранның арғы жағындағы құпияларын, кереметтерін білмейтін адам оны түсінбеуі мүмкін. Ал шын мәнінде сол жерде қазіргі ғылым енді ғана дәлелдеген, қазіргі астрономия, астрофизика енді ғана дәлелдеп жатқан керемет жаңалықтар тура сол жерде жатыр. Біріншіден, таулардың шынында да таулар қазық секілді болады екен. Тау қазық секілді болады. Тау деген өзі жер бетіндегі қыртысындағы плиталардың қозғалысынан пайда болады. Плиталардың келіп соқтығысуынан пайда болады. Соқтығысу кезінде олардың бір бөлігі жоғары көтеріледі екен, бір бөлігі төменге қарай түседі екен. Қатты соғысудың салдарынан. Әрине бұл миллиондаған жылдар бойы жүре беретін процесс, жүре беретін үдеріс. Сондай нәрсе пайда болған кезде бір бөлігі жоғарыға көтеріледі, оны біз тау деп көреміз. Ал енді үлкен бір бөлігі төменге қарай түседі екен. Төменге түскен бөлігі бара-бара тарам-тарам болып кететін көрінеді. Сонда қарасаңыз, біздер айсбергті жақсы білеміз, айсбергтің көрінетін бөлігімен салыстырғанда көрінбейтін бөлігі 7 есе үлкен деп айтады. Мұздықтың астында, мұхиттың астында сонша есе үлкен оның сыңары бар деп айтылады, мысалға асты бар деп айтады. Тура сол секілді таулардың көзге көрінетін биіктігі өз алдына, олардың көзге көрінбейтін жер астына кеткен бөліктері белгілі бір дәрежеге шейін ол тұтас болады, кейін тарамдалып кетеді екен, тура қазық секілді болып тұрады. Ол бөліктері жер бетіндегі бөліктен 10-15 есе үлкен болады екен. 10-15 есе үлкен. Кәдімгі толыққанды дәлелденген зерттеулерде бар. Мысалға, атақты Эверест шыңы 9000 метр биіктігі, ал оның жердің астына кететін тамырларының ұзындығы, яғни жер астындағы ұзындығы 125 мың шақырымға дейін жетеді екен. 125 мың километр. Сонда қарасаңыз, шынымен-ақ Алла Тағаланың сөзінде ешқандай да ауытқу жоқ екені байқалады. Жерлер, таулар қазық секілді қағылып бекітілген. Және олардың жалпы жер бетіндегі көптеген тартылыс өрісіне, жердің белгілі бір дәрежеде сол өрістердің сақталып, дұрыс қозғалып тұруына, реттеліп тұруына өте үлкен әсері бар. Жаңағы айтқандай, қазық ретінде бекіттік деген сөзде бостан-бос айтыла салмаған, теңеу ретінде айтыла салмаған, шындық болғандықтан шын мәнінде сондай негіздері бар. Содан кейін Құранның тағы бір сөзінде, Нәмл сүресінде айтылады, тауларды көріп, оларды тапжылмай тұр деп ойлайсың дейді. Мызғымай, қимылдамай тұр деп ойлайсың. Шын мәнінде олар бұлт сияқты жүзуде дейді. Таулар бұлт сияқты жүзуде дейді. Нәмл сүресі құмырсқа сүресі ғой. Құмырсқа сүресінде солай деп айтылады. Қазіргі ғылым дәлелдеген тағы бір жаңалық, таулар үздіксіз қозғалады екен. Үздіксіз қозғалу. Жер қыртысының өзінде жүріп жатқан процесс, біз өзімізді үздіксіз қозғалудамыз ғой. Сондықтан біз оны мүлде байқамаймыз. Тау түгілі біз жердің өз осінен айналып жатқанын да байқамаймыз ғой. Мына жер беті өз осінен, яғни ойыншықты айналдырып жүрсеңіз, юла деген зырылдау ойыншық болады ғой. Айналдырып жүрсеңіз, өз осінен зырылдап барады, сосын теңгерім баланстан шығады, құлап қалады ғой. Тура сол секілді жер өзінің осінде зырылдап тұрып айналған сонша сағатына 1670 шақырым жылдамдықпен айналады екен. Яғни зырылдап тұрып жер айналып жатады екен. Ал енді ең соңғы баллистикалық ракета деді ғой, оқтың жылдамдығы 1800 километр екен сағатына. Яғни ракета зымыранның оғындай болып, зымырап тұрып баллистикалық оқ секілді айналып жатыр жер. Ал біз оны мүлде сезінбейміз. Андасында басымыз ауырған кезде ғана байқаймыз, басқа уақытта біз оны мүлде сезінбейміз. Сондай жылдамдықпен зыр айналып тұр бұл жер. Сонда сол жердің теңселмеуі үшін жаңағы таулардың да қазықтық рөлі бар екен, рас екен. Оған қоса таудың да өзі жүзу секілді процесс болады екен. Орнынан үнемі үздіксіз ауысу процесі болады екен. Ол тек қана тауларға емес, басқа да жер жыныстарына қатысты. Үнемі ауысу процесі болады екен. Және осы ауысу процесінің бар екенін дәлелдеген қазіргі заманауи ғалымдар да оны жүру емес, жүзу деп айтқан екен. Ағылшындардың өзіне ол жүзу деген сөзбен айтылған, солай белгіленген екен. Енді қызық, мынадай бір қызық нәрсені айтайық. Хадид сүресі бар, 57-ші сүре. Құранда темір деген ұғымды білдіреді. Кәдімгі темір, руда ретіндегі темір. Сонда сол сүреде нақтылап тұрып айтылады, біз темірді түсірдік дейді. Әнзалина деген етістікпен айтады. Темірді біз түсірдік дейді. Онда адам баласы үшін қатты қатер де бар дейді. Қатер де. Бір жерде оны пәлекет деп отырады. Қатты қатер де бар, және
үлкен пайда да бар дейді. Үлкен нығмет пайда да бар деп айтады. Сонда енді әнзәлна деген етістіктің мағынасы түсіру, түсірдік, біз түсірдік дегенді білдіретініне қарамастан, кейбір ғалымдар оны бұл жерде мүмкін теңеу ретінде, мүмкін араб тілінің ауыспалы мағынасында қолданып тұр деп пайымдаған болу керек. Жараттық, пайда қылдық деп аударады. Біздің қазақ тіліндегі аудармалардың көпшілігінде оны темірді біз түсірдік деп айтпайды. Алдында мысалға көктен түсірдік деп басқа нәрсеге қатысты соны айтып келеді де, ал бірақ осы темірге келгенде біз оны жараттық, пайда қылдық деп аударады әнзәлна сөзін. Ал бірақ әнзәлна сөзінің негізгі мағынасы түсірдік. Кәдімгі көктен түсірдік дегенде. Құранға қатысты айтқанда да әнзәлна деген сөз қолданылады. Әт-танзил мысалға түсірілген кітап, түсірілген нәрсе деген ұғымда кеше ғана айттық қой біз Құранның аттарын. Сол жерде бұл да түсірілген деп қолданылады. Сонымен қазіргі ғылымның зерттеп шығарған бір өте қызық жаңалығы бар. Темір рудасы жерде пайда болмаған. Жерде пайда болмаған материал. Ол тіпті бүкіл күн жүйесінде галактикалардың ешбірінде пайда болмаған материал. Ондай руданың қалыптасуына жер бетінде ешқандай жағдаят жоқ. 1000 жыл, миллион жыл өтсе де жер бетінде темір рудасы қалыптаса алмайды. Ондай дәрежедегі температура ешқашан жер бетінде қалыптаспайды. Қандай да бір металдардың қоспасынан темір қалыптасып шығу деген нәрсе болмайды екен. Ондай реакция жүрмейді екен. Жер бетінде, жер қыртысында, қойнауында жүрмейді екен. Мұнайдың қалыптасуы бар. Оған қазір тоқталамыз. Қалыптасу процесі. Ал бірақ темірдің қалыптасу процесі жоқ екен. Соған қарамастан темір жер шарындағы бүкіл элементтердің ішінен, химиялық элементтердің ішінде 5%-ын құрайтын ең көп кездесетін руда болып саналады екен. Сол жарықтық темір, яғни жер бетіне де бүкіл күн жүйесіне де алыс ғарыштан келген. Жердің өзінде болмаған элемент екен. Алыс ғарыштан келгенде тура Құранда айтылғандай әнзәлна, біз түсірдік дегенде түсірілген нәрсе екен. Сөйтсе ол қалай түсірілген? Енді қарасаңыздар, басым бөлігі жаратылыстың бастапқы кезеңінде, бәлкім жер бетінде тіршілік пайда болғанға дейін, немесе жер бетіндегі тіршілік толық қалыптасып өлгенге дейінгі аралықта түсіріліп қойған болса керек. Әйтпесе сонша көлемдегі темір тоқтаусыз түсіріліп жатса, қазір жерде тіршілік болмай қалады ғой. Ертерек түсірілгендігі көбірек байқалады, яғни ол жер қыртысында шөгінді ретінде қалыптасуына басқасына байланысты. Сонда бұл қайдан түседі дегенге келсек, жұлдыздардың жарылуы. Сол баяғы үздіксіз жүріп жататын процесс, жаңа жұлдыздардың құрауы, жұлдыздардың жарылу процестері кезінде тоқтаусыз оның құрамындағы заттар жаңа ғарышқа атылып шығады. Тоқтаусыз атылып шығады. Атылып шыққаннан соң ол тек қана жер бетіне қарай жауа бермейді. 1000 миллиондаған планеталар басқалар бар ғой. Тоқтаусыз жан-жаққа қарай таралады. Өзінің жаңағы тартылыс өрісінен шығып кетеді де таралады. Сөйтеді қай планетаның немесе қандай ғарыш объектісінің тартылыс өрісіне тап кеп қалады, соған қарай кете береді. Яғни жердің тартылыс өрісіне түсіп қалды ма, топырлап жер бетіне құлайды. Жердің тартылыс өрісінен алыс болды ма, онда басқа жаққа кетеді. Сонда қарасаңыз, кешегі атмосфераны орнаттық деп айтады ғой, аспанды төбе қорғаныш ретінде орнаттық деп. Сонда сол бір кезеңге дейін бәлкім адам баласындағы жаңағы адам баласының тіршілігі қазір не бір өкінішке орай ары ұжданнан несібесі болмай қалған адамдар бар. Осыны көріп отырып қазір біреулер инста парақшаға хабарласып отыр. Сөз арасында ескерте кетейін, ешқандай инста парақшаға қоңырау қабылданбайды, және бір рет қоңырау соққан адам бірден блокқа түседі. Қайтып біздің парақшаны таппай қаласыздар. Сондықтан ондай абыройсыз іске барудың керегі жоқ. Әңгімең болса жаз деген сияқты, одан қала берді. Админнің номері жарқырап тұр, байланыстыратын адам бар. Сондықтан әңгіме солай. Сонымен жаңағы жұлдыздардан бөлім шыққан нәрсе туралы айттық. Сонда шамасы жер бетіне темірдің өте көп мөлшерде келуі, метеориттердің өте көп мөлшерде құлауы атмосфера қабаты адам баласына қорғаныш ретінде бекітілгенге дейінгі аралықта жүрген болуы мүмкін. Қазір де кездеседі метеориттердің құлауы, бірақ өте ірі метеориттердің жаңағы жердің тартылыс өрісін жеңіп кететіндей жағдайға жеткендері ғана келеді. Әйтпесе сол бұрынғы кезеңдегідей тоқтаусыз құлау жағдайлары болса, әрине ол жағдайда апатты жағдайларда өте көп болар еді. Бұл жерде де сондай бір үлкен сыр, сондай бір хикметтер бар. Сонда қарасақ, Құранның әрбір сөзін дәл күйінде аударып беріп отырса да, ешкім одан шет қалмайды. Жоғарыда айтқандай, ғалымдарымыз ауыспалы мағынасында тұрған болса керек бұл жерде деп, әнзәлна деген етістікті түсірдік деудің орнына пайда қылдық, жараттық деп аударып отыр. Ал жоқ, темір жер бетінде жаралмаған екен. Ол шында да әнзәлна дегенде түсірдік дегенде түсірілген екен. Оны қазір ғылым дәлелдеп отыр, жоғарыда айтқандай. Сонымен
Бұдан кейін енді не туралы қалды? Енді мұнай туралы айтайық. Ақыры бүгін қазба байлық туралы айттық қой. Мұнай туралы айта кетейік. Біз бұл жерде нені айтып отырмыз? Жаңадан келіп қосылған оқырмандарымызға біз Құран құпиялары деген марафонымыздың, рухани марафонымыздың екінші бөліміне өттік. Соның ішінде Құран және ғылым деген тақырыпта біраз нәрсе айтып отырмыз. Небір қызықтарды айтып отырмыз. Жай біраз нәрсе емес. Енді қарасаңыз, қарапайым ғана мұнайдың пайда болу процесі де тура сол жерде көрсетілген, Құранда көрсетілген. Енді аса қатты егжей-тегжейлі емес, бірақ 5 аяттың ішінде 5 түрлі процесс сипатталған. Әдеттегідей Хақ тағаланың жаратушы екендігі айтылып, бұл 87-ші сүреде кездеседі. Одан соң мұнайға қатысты не айтылады? Ең алдымен Алла тағала жаңағы айтылғандай жерді жаратты, әлемдерді орнықтырды. Одан соң ол жайылымдарды өсірді деп келтіреді. Көк жайылымдарды өсірді. Одан соң оларды құп-құрғақ етті. Яғни олар уақыт өтті, олар шіріді, құрғады, қурады, шіріді деген ұғымда. Шіріді дегенге келтіреді. Одан соң барып олар уақыт өте келеді деген арада соны білдіретін сөздер бар. Содан кейін қап-қара күйге енді, қап-қара болды дейді. Қоймалжың, кәдімгі қоймалжың қара күйге енді деген ұғым бар. Сөйтсек, жалпы мұнайдың пайда болу процесі осылай болып келеді екен. Бірақ бұл миллиондаған жылдарға созылатын дүние екен. Сол баяғы жасыл шөптердің, жер бетіндегі өсімдіктердің алдымен қурау, сосын шіру, ыдырау процесі басталады екен. Одан соң олар жердің белгілі бір қабаттарына сіңе бастайды екен. Төмендеген сайын төмендеп келіп, одан соң арада сан ғасырлар өтеді, теңіз басады, астында қалады. Сөйтіп ең соңында бұл нәрсе фасилизация баяғы процесінің соңында қап-қара қою мұнай қоспаларына айналады екен. Одан соң барып кейін белгілі бір себептермен осы мұнай тауы деп айтады, газ тауы деп. Солар қайтадан қысымдардың күшімен жоғары қарай көтеріліп теңіз бетіне қап-қара болып шыға бастайды, газ күйінде шыға бастайды. Содан соң сол жерден әдеттегідей мұнай кен орындарын жасап, бүгінгі жеткен өркениеттің жетістігі бойынша ары қарай мұнайды шығарып алып отыр адам баласы. Ал негізі қысқа ғана түрде, өте шектелген түрде Құранда осылай мұнайдың пайда болу жолдары көрсетілген екен. Сонымен осы бөлімде де осылайша аяқтай тұрамыз. Бұл Құран және ғылым деген бөлім еді. Енді келесіне көшеміз. Құран хикаялары. Бүгін Құран хикаяларынан қысқашалау етіп бір хикаяны айтып берейік. Ол Сүлеймен пайғамбарға байланысты жағын айтайық. Сүлеймен пайғамбарды қазаққа кеңінен таныс пайғамбарлардың бірі, Құран хикаяларында көп айтылатын, хикаялары ең жиі қолданылатынның бірі. Соның ішінде біз бүгін аз ғана бөлігіне тоқталайық. Өйткені Сүлеймен пайғамбарға қатысты хикаялардың өзі көп, өзі бір жосын. Соның қысқаша ғана бір бөлігіне тоқталайық. Қазір мен реттеп жіберейін. Сүлеймен пайғамбардың Дәуіттің ұлы Сүлеймен деп келетінін білесіздер. Дәуіт кезінде, кейін үлгерсек айтамыз, Талут пен Жалут шайқасы деген Құранда бір хикая бар. Соның ішінде Талут әскерінің ішінде Жалутқа қарсы соғысып, Жалутқа қарсы жекпе-жекке шыққан кезде, сол Жалуттың үлкен ең басты батырын жекпе-жекте өлтірген атақты ер, қаһарман ер ретінде суреттеледі Дәуіт. Алла тағаланың оған назары түсіп, сол Дәуітті әрі пайғамбар етеді, әрі патша етеді. Уақыт өте келе сол Дәуіттен Сүлеймен пайғамбар туады. Сүлеймен пайғамбарға Алла тағала жындардың да билігін берген, адамзаттың да билігін берген, желдің де билігін берген, және аң мен құстардың тілін білу мүмкіндігін де берген, олардың да билігін берген. Сол секілді өзінен кейін де өзінен бұрын да ешбір адамға бұйырмаған, бақ бұйырмаған, тақ бұйырмаған патшалық ілім бұйырылған сондай бір пайғамбар. Сүлеймен пайғамбардың кезінде бәбісек деген құс болады. Бәбісек құс әлі де бар ғой енді. Бәбісек құс көкектің бір түрі. Сол бәбісек құс Сүлеймен пайғамбарға әдетте қай жерде су бар, соны хабарын беріп отырады екен. Өзі жылдам ұшатын, су тани білетін сондай бір ерекшелігі бар құс екенді, солай хабар беріп отырады екен. Содан Сүлеймен әскерімен бір үлкен жорықта келе жатады. Әскері болғанда жын да бар, адам да бар деген сияқты, іші бәрі толы ғой енді. Сонымен келе жатқанда бір жерге қонаққа тоқтамақшы болады. Сонымен су таусылады. Су іздеп келе, су көзін іздеуге бәбісекті жібере қойын деп қараса, жоқ болып шығады. Сонымен Сүлеймен патша шулап қаһарланады. Қайда жүр бәбісек, қайсысын көрдің деп. Ешкім көрмеген болып шығады. Содан бір уақытта енді егер ол маған бір айқын хабар алып келмесе, мен онда оны жоқ етемін деп патша қаһарына мінеді. Сөйтіп отырғанда шаршап, шалдығып бір жақтан бәбісек жетеді. Шаң-шаң болып, әбіржіп, қиналып, шөлдеп дегендей жетеді. Сөйтеді де айтады:
Мен бұрын соңды сіз көрмеген, естімеген бір ел туралы хабар алып келдім деді. Саба деген ел бар екен деді, Саба жұрты деді. Өркендеген бір керемет ел екен деді, байлығы мол екен, алтын күміс тастан тұрғызылған жаңағы сарайлары бар екен деді. Бірақ әйел патшалары бар екен деді. Әйел патшасының бір керемет тағы бар екен деді. Тағының өзі алтын мен күмістен жасалған алып тағы екен деді. Аса бағалы құнды екен деді. Бірақ сол Саба елі күнге табынады екен деді. Сонымен пайғамбар бұны естіген кезде Сүлеймен пайғамбар қаһарланып, бұл енді жер бетінде неге Хақ тағаланың жаратып қойған жерінде соның берген нығметтеріне шүкіршілік қылмай күнге табынғаны несі деп дереу жаңағы ханшайымына, Саба елінің ханшайымына, Билқис деп айтылады, бір жерде Балқис деп, кейде харака фатха, кейде кесрамен айтылатын жерлері болады. Соған хат жазып жібереді. Хақ тағаланың асыл дініне кел деп, яғни мен жер мен көктің, жердің билігі берілген, адамзат пен жындардың билігі берілген Хақ тағаланың пайғамбарымын, Сүлеймен пайғамбарымын. Алла тағалаға жүзіңді қарат, былайша айтқанда өзіңнің жаңылыс сеніміңді таста, бәріміз жаратқан бір Алла, соған бойсұнған түрде қарамағыма кел деп жібереді. Оны алып, оны баяғы бәбісекке беріп жібере салады, мойнына байлап жібереді, рахат қой, ол заманда құстар барлығын тасып жүре береді. Бәбісек құс оны апарып, ұйықтап жатқан ханшайымның жаңағы сарайына кіріп, ұйықтап жатқан ханшайымның алдына тастайды. Оны көріп, ханшайым оянып кетеді, соны хатты көріп оқиды, бәбісек құсына келгенін біледі, өйткені құс жаңағы патшаның әмірі бойынша ары қарай не тірлік істейтіндерін бақылап отыру үшін сол жерде қалады. Бәбісектің отырғанын көреді, хатта келген біледі, сонымен оқиды да айналасындағы уәзірлерін, басқарды, игі жақсыларды жинайды. Сөйтіп айтады, міне осындай бір жағдай дейді. Сүлеймен деген бір патша бізге осылай деп жазып жіберіп жатыр. Не ақыл қосасыңдар дейді. Сонда олар айтады, біздің де әскеріміз өзімізге жетеді, күшіміз жетеді, байлығымыз жетеді дейді. Өзің қалай шешім қабылдайсың, біз солай соған көнеміз дейді. Соқсам десең соқсамыз дейді. Не шешім қабылдасаң көнеміз деп. Сонда енді әйел адам ғой, ханшайым патшайым айтады, Сабаның патшайымы, мен алдымен елші жіберейін деді. Алтын күміс маржан тастардан, асыл бұйымдардан, молынан тарту етіп елші жіберейін. Сөйтіп аңыз-аңдап байқап қайтайық. Елшілеріміз барып көріп келсін, солардың жаңа айтқандарына қарап әрекет қыламыз дейді. Сонымен неше түрлі алтын күміс тастардың бәрін 100 керуенге түйеге артып, керуен жібереді ғой. Содан ол керуен шыққанда бәбісекте шығып келіп, бар жайтты мәлім етеді Сүлеймен патшаға. Әрі пайғамбар, әрі патша Сүлейменге. Оны естіп алады да, Сүлеймен алтын күміспен өзін бір былайша айтқанда өздерін керемет елміз, алтынға малынған елміз деп отырған Саба елі ғой. Оларға ол бұдан да зор кереметтің мол екенін көрсетейін деді да, Алла тағаланың кереметін көрсетейін деп, бірден жындарға әмір беріп жіберіп сол жерде тек қана алтын мен күмістен жарқыраған лағыл тастардан тұратын керемет сарай соққызып қояды. Бір сарайды тек қана сондай алтын мен күмістен сарай соққызып, ішінің бәрін малындырып, бар нәрсесін жасап болады. Сол уақытта баяғы керуенде келіп жетеді. Керуен келе жатқаннан сонау көз жеткісіз жерден жарқырап тұрған нәрсені көреді, көз шағылыстырып келген сайын, көз шағылсат келіп қараған кезде сөздерінен, тілдерінен жаңылады. Анау керемет деп алып келе жатқан алтын күміс бұйымдар түк болмай қалғанын көреді. Айтпақшы, Сабаның патшайымы да өте ақылды патшайым болады. Ол өзінің жаңағы бара жатқан елшісіне айтып жібереді. Егер сен барған кезде деді, ол өзін әрі пайғамбармын, әрі патшамын деген екен деді. Сен барған кезде оның реңіне қара деді. Сүлеймен егер сені қаһарланып, сұсты күйінде қарсы алса, ол нағыз патша деді. Ал егер ол сені жайдары жүзде қарсы алса, ол нағыз пайғамбар деді. Сонымен жаңағы елшілер келіп, тілден жаңылып, баяғы сән салтанатты көргенде ауыздар ашылып қалған кезде Сүлеймен пайғамбар қарсы алады оны. Жылы жүзбен мейіріммен қарсы алады, төріне отырғызады, басқасын сөйтіп сыйлап, сияпаттап. Ол заманда енді қанша күн күткеннен соң барып мәселенің мәнісіне көшеді ғой. Одан кейін, сонымен біздің хатымызға патшайымың не деп жауап берді деген кезде жаңағы өздерінің осындай тарту таралғы жібердік сізбен жаңағы былайша айтқанда ынтымақтас ел болуға дегенді келтіреді ғой. Міне сол кезде Сүлеймен пайғамбар патшалық қаһарын сол жерде шақырады. Сол жерде айтады, сендер өздерінің алтын күмістеріңе малданып отырсыңдар ғой дейді. Яғни сол алтын күмістеріңмен бізді дінімізден айырып сатып аламыз деп ойладыңдар ма деді. Алла тағала жарылқайым дегеніне одан да зорын береді деді. Біз сендердің алтын күмістеріңе зәру емеспіз деді. Еш нәрсеге біз зәру емеспіз. Біз сендерден Алланың хақ дініне келуді талап етеміз. Біздің дінімізден, біздің өзіміздің сенімімізден еш нәрсемен сендер шығара алмайсыңдар деп
қаһарланып, елшілерге бүкіл алтын күмісін қайтадан арттырып, жүз түйесімен қайтарып жібереді. Сонымен елшілер аман есен жетіп, патшайымға бар жағдайды баяндайды, Саба елінің патшайымына. Содан патшайым оның әрі мықты пайғамбар, әрі патша екеніне көзі жетеді. Көптеген нәрсенің билігі берілгеніне көзі жетеді. Содан қой, өзім бармасам болмады деп қысқасы шығады ғой. Бұл патша бәрібір ол соншалықты үлкен нәрсеге ие болып отырған патша, шынымен ақ Алланың сүйген құлы екен. Барайын, көзіммен көрейін. Бәрібір ол патша келген кезде біздің елімізді талқан етіп жібереді, одан да өзім барайын деп барады. Сонымен баяғыдай өзінің бүкіл әскерімен тарту тарлығысымен тағы да жолға шығады. Белқистің келе жатқанын естігеннен соң Сүлеймен пайғамбар әдейі енді мүлде басқа нәрсе жасайды. Тап-таза шыныдан тұратын сарай соқтырады. Біз енді міне 21-ші ғасырға келіп, енді ғана шыныдан сарай соғып жатырмыз, шыныдан құрылыстар тұрғызып, соған мәз болып және аң-таң болып жүрміз. Ол сол заманда соққызады Сүлеймен пайғамбар. Әмір беріп жібереді, жыны бар, адам бар, бәрін жауып жіберіп, шыныдан сарай соққызады. Сарайдың еденінде тап-таза шыныдан жасатады. Кейбір риуаяттарда оның астынан су жүргізіп, балық жүргізіп қояды. Тура қазіргі заманға технологияның бір керемет үздік жетістігінің нәтижесінде әрең жетіп отырмыз. Оны бұдан пәленбай мың жылдықтар бұрын Сүлеймен пайғамбар жындарға жасата салады ғой. Сөйтіп жарқыратып оның бәрін жасап қояды. Ал енді Саба елінің патшайымы ондай нәрсені ешқашан көрмеген. Келе жатқаннан көріп аң-таң болады шыныдан жасалған зәулім сарайды. Сонымен пайғамбар әдеттегідей оны жылы жүзбен қарсы алады, есікті ашып ішке кіруін сұрайды. Сонда сарайдың ішіне ашып кіре бергенде су ағып жатыр екен деп ойлап қалады да. Су ағып жатыр екен деп ойлап қалып, етегін көтереді ғой. Сөйтіп сол кезде күледі, пайғамбар күледі. Ол жай ғана шыныдан жасалған сарай ғой деп. Сонда енді бұл жердегі мәселе неде? Бұл жерде Алла тағаланың өзінің сүйген құлына барлық нәрсені беретін, одан асып түсетін қарапайым пенденің қолында ештеңе болмайтын дәлелдеу үшін міне осындай нәрселерді көрсетеді. Алланың берген нығметтерінде шек болмайтынын көрсету үшін. Сонымен Саба елінің патшайым Балқис жаңағы нәрселердің бәрін көріп аң-таң қалып отырғанда, тіл ауыздан айырылып тұрғанда, Сүлеймен пайғамбар оны басқа бір сарайға кіргізеді. Ал ол сарайда оның алдында мынадай жағдай болған болады. Саба елінің патшайым бері қарап шыққан кезден бастап, Сүлеймен пайғамбар айналасындағыларға айтады. Кереметтей алтын мен күмістен жасалған тағы бар деген еді сол патшайымның. Сол патшайым кіргенге дейін сол тақты мұнда кім келтіре алады деп. Сонда Ифрит деген жын тұрып айтады, мен орнымнан тұрғанша әкеп беремін дейді. Бол, мен оған шамам жетеді деп. Сонда жаңа кітап иелерінен, кітап ілімінен хабары болған бір кісі деп айтады. Сондай бір кісі көзін ашып жұмғанша әкелемін дейді. Сөйтіп шынымен ақ Сүлеймен пайғамбар көзін ашқанша әлгі Балқистың үлкен алтын күмістен жасаған тағы алдында тұрады. Тура көзінің алдында тұрады. Содан кейін көзінің алдында тұрғаннан кейін жаңағы қасындағыларға бұйырады. Енді бұны біраз өзгертіп тастаңдар деді. Бұрынғыдан да керемет әшекейлеп тастаңдар. Қалай болар екен, ол өзінің тағын танимын екен, танымаймын екен деп. Сөйтіп оны жаңағы бір бөлмеге орнатып қояды. Әлгі сарайдан шыққаннан кейін, шыныдан жасалған сарайдан шыққаннан соң сол жерге алып келеді Балқис патшайымды. Сөйтіп одан сұрайды. Ол өзінің тағын көреді. Мынау қандай тақ деп сұрайды ғой Сүлеймен. Менің тағыма қатты ұқсайды екен дейді. Айнымайды, тура соның өзі сияқты, бірақ ұқсамайтын да жерлер бар екен деп таң қалады. Бұл сенің өзіңнің тағың дейді. Сөйтіп бұл жерде де Алла тағаланың кереметін көрсетеді. Өзіне жындарды бағындырған, өзіне үлкен ілім бергенін, бүкіл адамзаттың билігін бергенін бәрін көрсетіп, анау жерден соншама керуен атып бұл әуре болып келе жатқанда оның тағы өзінен бұрын жетіп қойғанын, оның тағы өзгеріп мына жерде тұрғанын бәрін көрсету үшін осындай кереметтердің барлығын көрсетеді Сүлеймен пайғамбар. Міне сол кезде Саба елінің патшайымы жаңағыдай тәубаға келіп, әлемдердің раббысы болған Алла тағалаға бас ұрдым деп, сөйтіп өзінің қате дінінен қайтып, күнге табынудан қайтып, сөйтіп Аллаға құлшылыққа кіріскен екен дейді. Бірақ енді Саба елінің тарихында, жалпы ол елге келген сел апаттың тарихында, енді Балқистан басқа да ол жерде патшайымдар болған, патшалар болған дегендей, бәлкім кейінгі патшаларында болса керек, қайтадан сол күнге табыну деген нәрсе кетеді. Сол өздерінің дінін тастамағаннан кейін ол ел бүкіл сән салтанатынан айырылып, сел басып, жапан құлазыған қу далаға айналып кететіні де бар. Сонымен қысқаша осылай. Бүгінгі біздің әңгімеміз осымен тәмамдалады. Енді пікірлеріңізді қосайын, сауалдарыңызға жауап беруге біршама уақыт арнаймыз. 3 бөлімімізде тәмамдадық.
Бірінші бөлімде Құранның қағазға түсу, хатқа түсу, жинақталу, харакетталуы деген сияқты бірқатар жақсы мәліметтерді бердік. Екінші бөлімде Құранның ғылым дәлелдеген бірқатар шындықтарын айтып, бүгін өте бір қызықты мәліметтер бердік. Үшінші бөлімде мінекей Сүлеймен пайғамбардың тарихынан, ғибратты тарихынан бірқатар мәліметтер келтірдік. Сіздерге де көп рахмет. Гүлназ, қош келдіңіз. Гүлназ Байқадам, қош келдіңіз. Рахмет баршаңызға. Енді сауалдарыңыз болса қойсаңыздар болады. Көп алғыс айтып жатырсыздар. Рахмет. Тыңдағандарыңызға, қатысқандарыңызға рахмет. Кеше күні өте көп бөлістіңіздер, көп адамдарға жібердіңіздер. Алла разы болсын. Алла разы болсын сіздерге. Мына жерде қазір мен бір нәрсені түсіріп ала қояйын. Жылдам жылжып бара жатыр. Мына сұраққа жауап берейін. Гүлімжан, жындар сізбемізге көмектеспейді. Сүлеймен пайғамбарға мен бірнеше рет айттым, 4 қайтара айттым осы сөзді. Сүлеймен пайғамбарға Алла тағала жындардың билігін берген дедім. Жындардың билігін бергеннің арқасында ғана оған жындар көмектескен. Сізбен бізде жындар көмектеспейді, өкінішке орай. Сізбен біз ондай дәрежеде емеспіз. Сонымен баршаңызға сол көп рахмет. Жалпы осы жасаған дүниелерімізге алғыс айтқыңыз келсе, ол сол жолмен ғана жүреді. Баяғы айтқандай, сол ұнатуды басу арқылы ғана таралады екен бұл нәрсенің барлығы. Таратыңыздар, тікелей таратыңыздар, сақтарсыздар, тағы басқа деген секілді. Осы арқылы жақсы нәрсеге үлестеріңізді қоса отырыңыздар. Және бұл жаман нәрселерге қарсы шығудың, тыюдың да ең басты бір жолы. Оған соңына қарай тоқталамын. Қазір сұрақтарыңызға жауап берейін. Миғраж түнінің бұл жерге енді тікелей қатысы жоқ, бірақ ең соңғы күнінде пайғамбарымыз туралы Құдай қаласа тоқталып айтсақ, сол жерде Миғраж түніне қайтадан тоқталамыз. Негізі Миғраж түнін жақсылап тұрып жазып, парақшамызда беріп қойдық. Пост түрінде бәрі жазылып отыр. Батисулу, сіз шамасы біздің парақшаның оқырманы емессіз, сіз кездейсоқ келіп қалған сияқтысыз, өйткені осыған дейін міне осындай рухани марафон болады, тегін рухани марафон, 5 күндік рухани марафон деп айтылып, кеше алғашқы күні болғаннан, қаншама хабарландыру жарияланғаннан хабарсыз сияқтысыз. Осыдан 2 күн бұрынғы нәрсе мәтінге өтіңізді, хабарландыруды оқыңыз. Сол жерде қанша күн, қай сағатта, қанша рет айтылатыны бәрі жазылып отыр. Және біздің парақшамызда ертелі кеш осындай нәрселердің барлығы теп-тегін, мінекей 700-ден астам материалдың барлығы тегін беріліп отыр. Кішкене құрметті оқырмандар, байырғы оқырмандар, сауалдарыңызды қоюларыңызға болады. Тек қана осы нәрсемен шектелсін деп айтпай қояйын, бірақ жалпылама осы дін мәселесіне қатысты басқа сауалдарыңызды қоя берулеріңізге болады. Қайталанбаған сауатты, жақсы сұрақтарыңызды күтеміз. Маржан, көп рахмет. Индира, сізге көп рахмет. Гүлназ, рахмет. Біз сол сәбә заманда тәңіршілікке бара жатқан жоқпыз ба? Біз тек тәңіршілікке бара жатқан жоқпыз ғой, қарағым-ау. Біз дегеніңіз тәңірді жоқ қылып жіберіп, басқа да нәрселерге бара жатырмыз. Бір ғана христиандықтың өзінде 25 мың секта бар ғой. Біз 25 мың сектаға бара жатырмыз. Біз бір исламның арасынан шыққан 72 ағымға кетіп бара жатырмыз. Тәңіршілік дегеніз оның қасында ойын болып қалды ғой. Көптің бірі ғана тәңіршілік деген. Азғындаймын деген адамға азғындықтың барлық түрі бар. Адам болам деген адамға адамдықтың да барлық түрі бар. Сіздер өздеріңіз бірақ нәрсені біліп алып, сол ғана екен бұл дүниенің апаты, уайым қайғысы демеңіздер. Тағы қайталаймын, 25 мың секта жұмыс істеп жатыр әлемде. 25 мың секта адамды үздіксіз аздырып, ислам атын жамылған 72 түрлі ағым тоқтаусыз жұмыс істеп жатыр. Террористі бар, тағы басқасы бар, анаусы бар, мынаусы бар дегендей. Мың миллиондаған адастырушы, азғындатушы ағымдар бар. Мыңдаған жалған мәдениетсіз мәдениет түрлері бар, құнсыз құндылықтар түрлері бар. Миллиардтаған азғырушы күштер бар, және мың миллиондаған адамды жақсылыққа шақырушы, адамға дұрыс жол бағыт беруші, мың миллиондаған ақпарат та бар. Қайсысын таңдайды? Адам өзі біледі. Өйткені Құдай адамға ми берген, сана берген. Сол санаң үшін сұраласын деген. Алла тағала адамзатқа сол айтады. Ақылың бар болғандықтан ғана сұраласын, таңдауды өзің жасайсың. Ақылың бар болғандықтан, ал енді ақыл есі жоқ адамға әрине сұрау жоқ. Сондай дүние, ары қарай жүрейік. Рахмет. Ғалия, мыңда бір рахмет. Баршаңызға бибігүл көп рахмет. Рахмет. Сұрақтарыңыз болса жауап берейік. Бұрынғы Құранда қазіргі имамдар неге оқи алмайды? Қазіргі имамдар Құранды оқи алмайды деген сөз жоқ. Имамдардың бәрі Құранды оқи алады.
бұрынғы Құранды бәрін 100% оқиды. Өйткені ол имам, ол сол дін қызметкері. Ол ең кемінде медресені аяқтаған, медреседе ауысқан, 3 жыл бойы осы діннің оқуын оқыған. Немесе оған қоса мүмкін Нұр-Барак университетін оқып ауысқан шығар, мүмкін тағы басқа білімдері бар шығар. Әрбір имамның осы саладан толыққанды білімі бар. Рахмет, Шолпан, көп рахмет. Сұрақтарыңызға төмен түсіп келе жатырмын. Сәуле Нақбекова, көп рахмет. Тараздық шәкіртіміз едіңіз. Сәуле, мен сізді үнемі кішкене шатыстырып аламын. Алматылық бедіңіз. Әйгерен, көп рахмет. Құранды қазақша оқыса бола ма? Сіздер күн сайын қатысыңыздар, жарай ма? Әйтпесе кеше қойған сұрақты бүгін, ертең, алдыңғы күні оның алдында қайта міне осымен осы сұрақта кемінде 100 шақты рет қойылды. Ұят болады. Рахмет, көп рахмет. Әсері көп, мағынасы зор екен. Алла разы болсын деп баршаңызға рахмет. Бибігүл, өте қызық екен. Тапжылмай тыңдадым, күшті деді. Рахмет. Біліміңіздің сауабын берсін Алла деп айтқаныңыз келсін. Самал, ақтөбелік емшіміз Самал қатысып отыр екен. Толқын Мұханова, қош келдіңіз. Мінекей павлодарлық емшіміз. Рахмет. Неткен білімді жүйелі дейді. Сауалдарыңыз болса, сұрақтарыңызға жауап берейін деп төмендеп келе жатырмын. Сақтағанова Арай, сізге де рахмет. Тура осы Сақтағанова Арай деген бізде 2 оқырман бар. Біреуі өзіміздің емші шәкіртіміз, біреуі өзіміздің тұрақты оқырманымыз. Рахмет, Гүлназ. Рахила Айыпова, қош келдіңіз. Сіздің кіргеніңізді парақшаға бірінші рет көріп отырмын. Атын атауға болмайды деді. Рас па? Нені айтасыз? Жын шайтанды айтасыз ба? Неге болмайды екен? Немене ол біздің атамыздың аты мекен дегендей сәлем салатын кімнің аты екен? Пайғамбардың атын атауға болғанда жын шайтанның атын атауға болмай ма? Ол өтірік сөз. Қанекей, қатты жылжып кетті. Мына жерде мен сұрақтарды бір жоғарыға жылжытайын деп отырмын, бірақ ол басқаша жылжып кетті. Көп рахмет баршаңызға. Табылмай қалды. Егер сұрақтарыңызды уақытылы көрмей жатса, оған еш уайымдамастан қайта жібере беріңіздер. Аллаға шүкір, сізді көрсем жақсы болып қаламын деді. Сол үшін айтамыз, тікелей эфирге қатысыңыздар. Қаншама ем қабылдайтын мүмкіндік бар мұнда. Адамның өзінің ниеті таза, түзу болса, сөз жоқ, адам көп жақсы ем қабылдайды. Армысыздар, үйде болған кезде тыңдай алмай қалам, көп жерін кеше күндіз қайта тыңдап, бір көңілім босағаны деді. Көңілшекпін ба білмеймін деді. Енді қызық екен. Енді Алланың аты аталып жатқан кезде, Алланың осыншама ғибрат нәрсе айтылып жатқан кезде көңіл босамаса, не нәрсеге босауы мүмкін? Керісінше тастай қатып отырып тыңдаған адамдар, оларға ренжуге болады. Жүрегі бар адамның көңілі босау керек қой. Қаншама нәрсе айттық қой кешегі күні. Көңіл босамақ түгіл ағыл-теңіл жылайтындай нәрседі айттық. Бірақ кім біледі енді? Көп адамдардың екші жүрек қатайып кеткен ғой. Меруерт, көп рахмет. Кез келген эфиріңіз арқылы білімге сусындап кереміз, ризамыз еді. Көп рахмет. Толқыныңызға де рахмет. Қанекей, сауалдарыңызға қарайық. Меруерт, рахмет. Мына пікір, жақсы пікір келе жатыр екен. Дамираның пікірі бірақ үзіліп қалыпты, келешекте адамдар Құранның хикаялы құпияларын тәпсірлеп, жаңалықтар ашып, адамзатқа жақсылығын көрсетер деген секілді ұғым шығар, бұйырса, бұның барлығы жалғаса береді ғой. Ашылмаған нәрселер, құпиялар өте көп. Бұл ақпараттарды қанша іздесең де таба алмайсыз дейді. Іздесе табу мүмкін, бірақ бір қиыны ақпараттар өте қайшылықты. Соны әбден түбіне жетіп тексерген адам болмаса, шатысып кету оп-оңай. Жоғарыда Хадид сүресін көрдіңіздер ғой. Хадид сүресінде мысалға бір ғана сөздің қате аударылуы мағынаны мүлде өзгертіп тұр. Жараттық деген нәрсе қалай, ал түсірдік деген нәрсе қалай. Жердің бетінде пайда болған секілді аударды ғой көптеген адам. Темірді жер бетінде пайда болған секілді. Ал енді түсірдік деп аударғанда қарасаңыз, ол шынымен ақ жер бетінде пайда болмаған, басқа ғаламнан келген нәрсе екен анықталды. Сондықтан ақпарат аз емес, көп. Бірақ соны жүйелеп тыңдау, жүйелеп ала білу өте қиын. Жоқ, тұрмысқа шықпапты. Қалдарова, тұрмысқа шықты демейді. Соған қатысты еш нәрсе айтылмайды негізі. Ол жөнінде тарих үнсіз қалған дейді ғой, сол секілді ол жөнінде үнсіз қалған. Сүлеймен пайғамбарға жар болатындар көп қой енді айналасында. Сол нәрсе айтылмайды, негедір. Рахмет, көп рахмет. Раиса.
Енді қараңыз, кеше де осы сұраққа жауап бердім. Енді сіздер адамды өте қатты ренжітесіздер да, өте қатты ренжітесіздер. Өйткені оқымайсыздар, тыңдамайсыздар. Тегін болғандықтан мүмкін құны жоқ шығар сіздер үшін. Тегін болғандықтан. Ал жұрт осыларды апарып, қазір біреу өтіріктен өтірік менен бүкіл ақпаратты ұрлап алып, үйді тазалау жайында деп бір сабақ сатса, қандай ақшаға болса да сатып аласыздар ғой. Ал мен оны тегін, енді жүздеген рет емес шығар, бір 15-20 рет айттым. Тегін түрде парақшада 15-20 рет айттым үйді тазалау жөнінде, тегін. Бірақ оны ешқашан оқыған жоқсыздар, ешқашан тыңдаған жоқсыздар. Енді мына жерде айтып отырсыз, Айнұр апай үйді қалай тазаласа болады, қандай сүрелермен, немесе кімге? Біреу сіздің үйіңізге тазалап бере ма, ағайын-ау? Арамзаларға алданып болдыңыздар емес па? Тоқтату керек емес па мынау арамзаларға алдану дегенді? Кім тазалап береді сіздің үйіңізді? 1000 сан рет айттық қой, айналайын, үй таза болу үшін үйдің иесі таза болу керек. Сүрені қойып қойсаң, үй өзінен өзі рахаттанып тазарып тұрады деген нәрсе жоқ. Сізде дәрет болмаса, сізде ғұсыл болмаса, сізде намаз болмаса, үйдің ішінде арақ ішіліп жатса, немесе біреу арақ ішіп үнемі келіп кетіп жүретін адамдарың болса, ол үй ешқашан тазармайды. Ешқашан тазармайды. Сіз дәретті болып, сіз намазды болып, сіз өз аузыңызбен Құран оқығаннан кейін ғана үй жайлап тазара бастайды. Құран қойып қою ол қосымша. Басқа жаңағы хош иісті шөптермен алыстауынан бәрі қосымша. Ең негізгі нәрсе сіз арқылы ғана. Осыны біреу осы жерден жұлып алып, ертең өтірік ертегіні қосып, көпсітіп, көбейтіп, мысалға 20 мыңға, 100 мыңға сатса, міндетті түрде сатып аласыздар ғой. Таң қалам мен адамдарға, неге тегін нәрсені алмайды? 725 тегін бағдарлама тұр осы жерде. Бәрі тегін ғой. Неге осы жерден алмайсыздар? Неге көрінгенді ананы барып оқып, тағы да оларға бәле жабастар ұрсасыздар ғой. Анау анадай нәрсеге шақырып жатыр, мынау мынадай нәрсеге шақырып жатыр деп. Сіз ғой оны барып оқып, оқушының санын көбейтіп отырған. Барып оқымасаңыз қайдан білесіз кімнің нені таратып жатқанын? Оқымасаңыз, мен құсап, ондай адамдар туралы хабарсыз босып отырасыз. Мен осы оқырмандарым байбалам салғанға дейін біреулердің Тәңір Алла кетті, жаратушы келді деп айтып жүргенін мен естіген жоқпын. Өйткені мен ондай адамдарды қарамаймын, тыңдамаймын. Менің оларға зәрулігім жоқ, менің ондай лас істерге уақытым да жоқ. Ал сіз уақыт тауып қарап жатырсыз ғой. Неге қарайсыз сіз? Сіз өзіңіз ғой барып қараған. Ол сізді үйіңізден жаныңызды шығарып сүйреп апарып парақшасын оқытып қойған жоқ қой. Тағы да ол жерде отырып, ол жерге пікір жазып, оны қарап қаралымын көбейтесіздер. Сіздің сұрағыңыздан мен ауып кеттім. Өйткені болды, сұрағыңызға жауап беріп қойдым, болды, бітті. Енді екінші мәселеге ауыстым да. Екінші мәселеге ауыстым. Ең көп қойылатын сұрақтардың біріне ауысып отырмын. Ойбай, анау пәленше түгенше осындай нәрсені таратып жатыр. Осыған тыйым салатын адам жоқ па дейді адамдар. Өздері сондай бейкүнә пәк біріншіден, және өздерінің қолынан түк келмейтін дәрменсіз сияқты көрсетеді. Ал негізінен бейкүнә пәк емессіз. Біріншіден соның парақшасына барып қарап отырып, біріншіден құлақ күнәсіне де батып отырсыз, көз күнәсіне де батып отырсыз. Екіншіден сол парақшаны қарап, соның таралымын көбейтіп отырған сізсіз. Ол жерге комментарий жазсаңыз, ол жақсы болсын, жаман болсын, бәрібір сіз оның таралуын көбейтіп отырсыз. Сөйтіп тағы да бір жерлерге жіберіп оған, ойбай, мына жерде ана үйтіп жатыр, бүйтіп жатыр деп біреулерге жаппай жібересіз. Сосын ол жақтағылар жаппай қарайды, сөйтіп бәріңіз де сол парақшаның таралуына үлес қосып, жамандықтың таралуына өздеріңіз үлес қосып отырсыз. Ал шынымен әрекет жасағыңыз келсе, сіз бәріңіз жақсы білесіздер ғой, Инстаграм арқылы жаңағы шағым түсіру, жалоба деген жері бар ғой, сол жерге жазып жібере салуыңызға болар еді. 100 адам қатар жазатын болса, ол парақшада бірқатар мәліметтер жабылып қалар еді. Шынымен сіз жаныңыз ашса, ол ұлтқа, рухқа, шынымен сіз жаман хабарлардың таралмағанын қаласаңыз, онда сіз оны оқымас едіңіз, онда сіз оны қарамас едіңіз. Ойбай, мынау үйтіп жатыр, бүйтіп жатыр деп жұртқа таратпас едіңіз. Жамандықтың таралуына себеп болмай тыныш отырар едіңіз. Көз күнәсіне, құлақ күнәсіне батпас едіңіз. Осыны тарататын адам жоқ па, кім қайда қарап отыр, анау қайда отыр, мынау қайда қарап отыр деп байбалам салып тағы да күнәға батпас едіңіз. Өзіңіздің қолыңыздан келетін нәрсені істеп тыныш отырар едіңіз. Оны жасап жатқан жоқсыздар ғой. Сөйтесіздер де келіп, ананы кінәлайсыздар, мынаны кінәлайсыздар. Солай ағайындар, сіздердің еріктеріңіз өздеріңізде, ешкім сізді жаныңызды шығарып сүйреп апарып парақшасына салып отырған жоқ. Сөз арасында басқа да сұраққа жауап бердім, иә? Сан рет бұған дейін қойылған сұрақты қайдан бір тұжырымда жауап бердім. Сондықтан ағайындар, мен сіздерге айта жалықтым. Мен өлгеннен кейін де бұл парақша ашық қалады деп мен айтып отырамын. Өйткені енді ешқайсымыз да шайтан емеспіз. Өлмей шайтан болады деп пе едің деп баяғы аталарымыз айтады, сол айтпақшы, өлмейтін тек қана шайтан. Шайтан болғанда да енді былай ғой, оларда бәрібір қиямет қайым күні келеді, өледі ғой. Ұзақ жыл жасайтынын айтқанда,
жындардың ұзақ жасайтынын тәмсіл деп айтқаны ғой қазақтың. Әйтпесе оларға да ажал бар, олар да өледі ғой. Олар да қиямет қайымда да өледі, қалған құтқанның барлығы. Сөйтіп жаңағы өздерінің тиісті тақсіретін азабын көреді, мәңгілік отта қалады деп Құранда айтылған нәрсе олар да көреді. Бірақ адам баласы солай мысалдап сөйледі. Қазақ баласы солай мысалдап сөйледі. Өлмей шайтан болады деп пе деп. Сол айтпақшы, бәріміз де өлеміз, өзіміз өлгеннен кейін де осы парақша қалады, бірақ өмір бақи тоналатынына мен таңғаламын. Жоқ, егер Құдай сақтасын, енді парақша аман есен тұрса деген нәрсе ғой. Бірінші кезекте мета аман тұрса, инста аман тұрса, парақша аман тұрса, өзіміз өлген соңда қалса екен деп ойлаймыз. Садақа жария болып, біз өлгеннен кейін де біздің іліміміз ары қарай тарала берсе деген ниет қой. Сондай ойымыз бар. Бірақ соның барлығында да адамдар тағы да сол баяғы тегін көшіріп, ақшаға сатып, адамдарды азғырып, аздырып, тағы басқа тірліктерді жасай береді. Қайтеміз енді. Адам баласы бірақ сәл ғана ойланса, адамға бүкіл нығметтер беріліп қойылған, ақыл сана ой бәрі берілген, бірақ жақсылықты пайдалана ма, жамандықты пайдалана ма, адам өзі біледі. Не істейміз? Ешкімнің де жанын шығарып сүйреп отырғызып қойып оқталмаймыз. Тегін берсек те алмай жатса, онда өзінен көреді адам деген сияқты. Рахмет көп. Баршаңызға төменге түсіп келе жатырмын. Қарлығаш, қош келдіңіз. Рахмет. Айтпақшы, Гүлфайруз отыр ма эфирде? Кеше мен айтқан едім, Қарлығаш демекші, Сыдық Наби Қарлығаш деген 6-шы әлде 7-ші буындағы бір шәкіртіміз бар еді. Сол кісінің жай-күйі қалай, хабар алып қойыңыздаршы деген едім. Балжан, рахмет. Тамаша, мынадай ғибрат әңгімелерді таң асырып айтсаңыз да тыңдай бергім келеді ғой деді. Көп рахмет. Міне 3 жыл бойы біз осы әңгімелерді айтып келе жатырмыз. Оның алдында да біз осы салада енді жұмыс істеп жүргенімізге неше жыл болды? 30 жыл болды ғой. 30 жыл бойы айтылып келе жатқан нәрсеміз. 30 жыл бойы қаншама мақалаларымыз шықты, қаншама басқа да мәліметтер, мыңдаған емес, миллиондаған аудиторияның алдында қаншама рет біз дәрістер оқыдық. Дін саласынан хабар бар адамдар біледі. Дін саласынан хабар жоқ адамдар бәлкім енді танысып жатқан шығар. Аллаху Аллахай деген зікірді қай кездер айтқан жөн? Зікірдің айтылатын кезі мынау деген нәрсе болмайды ешқашан. Зікір күндіз айтылу керек. Зікір деген нәрсе не? Адамның тілі ұмытып қалса, жүрегі Алла деп соғатын жағдайға жету керек. Жүрегі немесе тілімен айтып, ең болмаса тілімен айтып тұратын. Екеудің міндетті түрде екеудің бірі. Не тілімен айту керек, тілімен айта алмай тұрған жағдайда жүрегі зікір Алла деп соғатын жағдайға жету керек. Сондықтан ол дегеніңіз күндіз түні барлық уақытта айтылатын дүние. Соны сіздер былай деп ойламаңыздар. Кейбіреулер бір нәрселерді бәлкім дұрыс түсінбей қалатын шығар, кейбіреулер бір құпия керемет дүние қылып көрсететін шығар, соған иланып қалатын шығарсыздар. Негізінен алғанда бәрі ашық, айқын тұрған құпия дүниеде ештеңе де жоқ, бәрі ашық мәліметтер. Барлығын барлық уақытта оқи беруге болады зікірдің. Жарайсыз. Алла. Үйімде берекет жоқ, не істеуге болады? Үйде берекет жоқ деген қалай түсінуге болады? Ақшада берекет жоқ па? Адамда берекет жоқ па? Қарым-қатынаста ма? Қайсында? Не ақшада, не қарым-қатынаста, екеудің бірінде ғой. Соны таратып жазыңызшы. Ақшада берекет жоқ болса, табыс аз деген сөз. Табыс аз. Өте көп адамдар ойбай, ақшамда түк берекет жоқ деген сөз айтады. Мен үнемі айтамын, сіздің ақшаңыздың өзі аз ғой. Аз ақшада қайдағы берекет? Не істесең де біріне тартсаң біріне жетпейді. Пәленбай адам бар, осынша ауыз бар үйде. Қайтып жеткізесің. Кешегі ақша бүгінге жетпейді мүлде. Мен бұл туралы көп айтып қойған. Бұрынғы эфирді қарай салыңыздаршы, жария ма? Сондықтан қоймаған сұрақтарды көрейік. Ал енді қарым-қатынаста берекет жоқ болса, ол берекет деп аталмайды, ол басқа нәрсе. Ол татулық, түсіністік деп аталады. Татулық, түсіністік. Оған тек қана өздеріңіз себепкер боласыздар. Енді адам баласы ренжиді бір-біріне, шаршайтын кезі болады. Бір-біріне ренжіп, кейін қайтадан уақытымен татуласып реттеп отырмаса, қарым-қатынасты ушыға береді, ара асшыла береді. Сол дер кезінде қарым-қатынастарды қайтадан реттеуге біз уақыт мән бермей қаламыз да, сөйтіп арамыздың ашылып кеткен, көңілдің қатты суып кеткенін байқамай қаламыз. Соның салдарынан ажырасу деген болады, соның салдарынан тағы басқа жағдайлар туындайды, басқа кикілжіңдер пайда болады, ене мен келіннің арасында тағы басқа деген сияқты көптеген кикілжіңдер. Ата-ана мен баланың арасында дегендей солай пайда бола береді. Сондықтан алдымен сұрақты жазыңыз дұрыстап. Не нәрседе берекет жоқ? Ақшада ма, адамда ма? Берекет деген екі түрлі нәрсе болады. Ақшада берекет жоқ болса, жаңағыдай табысты көбейтіңіз. Басқа ешқандай амал жоқ. Табысыңыз көбеймейінше жоқ, ақшаға береке кірмейді. Береке бар ақшаға ғана кіреді. Мысалға, егер 2 адам болса, үйде сіздің табысыңыз кемінде 500 мың болса, айына, міне сол кезде ғана табысым жеткілікті деп айта аласыз. Қазір дегеніңіз күнкөріс деңгейі деген ол жай өтірік шаруа. Жай қара шығынның өзіне бір адамға кемі 150 мың кетеді. Ал енді оның үстіне сіз егер пәтер жалдап басқа отырған болсаңыз, кешіресіз, 2 адамға 500 мың теңге керек. 4 адамы бар үй, кемінде миллион теңге ақша кіріп тұру керек. Ол кіріп тұрмаса,
не істесеңіз оны істеңіз, ақшаға береке кірмейді, өйткені ол аз. Қазіргі қымбатшылық, қазіргі инфляция деңгейінде ол бәрібір аз. Өзіңіздің бұрыннан үйіңіз жайыңыз бар болса, жақсы, ол кішкене шығыныңызды азайтады. Бірақ ол үйдің де өзіне тән шығыны бар. Сондай, бұл өте қысқаша айтқанда. Ал негізі алдымен сұрақты толыққанды етіп қойыңыздар, жарай ма? Рахмет. Қайша ана, сіз кеше бесеген қызсыз ғой, сіз кеше эфир нем ауысты деп айтқан едіңіз, аккаунтым. Тағы бір екі оқырманымыздың аккаунты ауысыпты. Толқын, өкінішке орай олар ондай бола алмайды, өйткені олар өте лас адамдар. Кейбір жаратылысы жаман адамдар болады. Одан да солардың істеген жаманшылық кері қайтып кетсін деп тілесеңіз жақсы болады. Толқын Мұқанова. Тілекті, негізі бар ғой, тілекті жақсы формулировка деді ғой, жақсылап жұптаған абзал. Жақсылап жұптаған абзал. Ол былай ғой, ая, бұл нәрсені ертеңде айтармыз. Сүлеймен менің әкемнің аты ұста еді, сол кісіге біреу айтқан екен, сенде Ердәуіттің дүкені бар деп. Сүлейменнің әкесі Дәуіт екен, енді білдім деп. Былай ғой, қазақта Дәуіт пайғамбарды ұсталықтың пірі деп айтады. Ұсталықтың пірі. Әрбір кәсіптің өзінің бір пірі бар деген сенім біздің қазақта бар. Енді басқа ұлттарда да бар, түрік халықтардың біразінде ондай сезімдер бар, сенімдер бар. Соның ішінде мысалға, содан кейін әрбір ұлтта, әрбір өңірде мысалға өздерінде қасиетті санайтын жерлері болады. Мәселен, бізде оңтүстік Қазақстанда, Сарыағаш жерінде Ердәуіттің ұстаханасы деп аталатын жер бар. Ердәуіттің төсі сақталған жерде үлкен тас, ол кәдімгі төс емес, бірақ төске ұқсайтын тас. Сол секілді Ердәуіттің ұстаханасы деп айталады. Бұрынғы оттың жағылған жері басқа деп бір қабырға жар. Үлкен бір жартасты, соны солай деп көрсетеді. Сол секілді тағы да басқа бірнеше түрлі атрибуттар деуге болады. Сондай нәрселерді сол жерде орналасқан, соны солай деп қарайды, солай деп сенеді халық. Енді Ердәуіттің, Сүлеймен пайғамбардың әкесі Дәуіт пайғамбар болса, Дәуітке Алла тағала темірдің сырын игерткен деп айтады. Ұсталықтың қыр сырын игерткен дейді. Әрбір пайғамбарлардың өзіне тән бір ерекшеліктер болған ғой. Идрис пайғамбар мысалға оқу жазудың шебері болған дейді. Оқу жазудың көптеген сыры Идрис пайғамбар арқылы ашылған дейді. Сол секілді Дәуіт пайғамбарға Алланың игерткен бір өнері, теміршілік өнері. Ол жөнінде ертең уақытымыз болса, тағы бір ұзағырақ болады бұл. Еңбек еткен алсын дейтін қазақтың бір тамаша аңызы бар. Ертең есіме салыңыздаршы, осыны айтайық. Осы Ердәуітке қатысты бір тамаша аңыз бар. Ердәуітті де Сүлеймен пайғамбардың да өмірін қамтитындай. Енді ол қазақы аңыз. Бастауы бәлкім діни аңыздардан алынған шығар, бәлкім одан алынбаған болса да, бір тамаша ғибратты аңыз. Мен оны бұрында бір рет айтқанмын, бірақ әдеттегідей біздің оқырмандарымыз тастан тасқа секіріп деген сияқты аккаунттан аккаунтқа секіріп жүргенде көп нәрсені ұмытып қала береді, немесе оқымайды, қарамайды. Бір жыл өткен соң қайтадан келеді, жылап еңіреп, адастым, алжастым, ойбай, деп, сөйтіп қаншама ғибратты нәрсенің бәрінен айырылып қалады. Ал негізі тапжылмай осы парақшада отырған оқырмандар, тапжылмай отырғандар, Құдай ақы, бәрі де жазады. Бүкіл өмірім реттелді дейді. Өйткені мына жағы реттеледі ғой. Ең алдымен миы санасы реттеледі. Бәрі орындарына түседі. Шынайы діни мәдениет, діни ақпарат, діни білім, бәрі дүнияуи білім, медициналық білім, емшілік білім, ғылыми білім, дәстүрге қатысты нәрсе, бәрі орнына түседі, реттеледі. Миың реттелгеннен соң жаның тынышталады. Әрі жаңағы діни білімнің көпшілік бөлігі сенің бойыңа өшпестей етіп, иман, сенің басқа мәселелерді орнықтырады. Онымен де жаның тынышталады. Ми мен жан тынышталғанда жарты ауруынан былай да құтыласың. Қала берді эфирлерді қарай, сол энергияны сіңіре, ем қабылдай, қаншама ауруынан жазылған адамдар да болды. Сондықтан тоқтаусыз парақшаны қарап отырсаңыздар, Құдай қаласа, Құдай шипасын берсе, көп деген нәрседен айығар едіңіздер. Жаныңыз да реттеліп, тәніңіз де жасарып, жақсарып, көп ауруларыңыздан айығып, мүлде басқаша өмірді бастар едіңіз. Тура осылай жазған қаншама оқырманымыз бар. Айналайын оқырмандар, осылай сан рет жазыңыздар ғой. Дайретке жазыңыздар. Бізбен клиентпен кездесуге келіп айттыңыздар. Біз оның барлығын бір рет түсіріп ала қойған жоқпыз. Біздің орталығымыздағы алғыс кітабында қаншама алғыс жаздыңыздар. Сондай нәрселерді комментарийлерде, пікірлерде жазып тұрсаңыздар, басқаларға ғибрат болар еді. Тағы да айтам, анау ойбай ана нәрсені жасап жатыр, мынау мынаны жасап жатыр, таратып жатыр, үйтіп жатыр, құртып жатыр, елді бүлдіріп жатыр деп байбалам салғанша, тап-таза, тып-тыныш парақшада отырып, бүкіл ілім-білімді бойыңызға сіңіріп, және өзгелерге таратып қана отырсаңыз, абзалы сол.
басқа уақытқа да басқа жаққа кіргенде де таза парақшаларға кіріңіздерші. Мен үнемі айтамын ғой, кәдімгі діни басқарманың, діни кәдімгі толыққанды білімі бар имамдардың сайтына кіріңіздер. Өз сөзіне өзі жауап бере алатын, адамның алдында да, Құдайдың алдында да. Бизнес туралы оқыңыз кезде шын өтірік психолог емес, псевдопсихолог емес, үлкен миллионер, миллиардер бизнесмендер бар ғой, соларды ғана тыңдаңыздар. Медицинадан хабар алғыңыз келсе, тағы да бір жалған әркімді тыңдамай ақ қойыңыз. Ең болмаса медицина ғылымдарының докторы болсын ол адам. Ең болмаса мықтылардың ішіндегі мықтысын, жақсының ішіндегі жақсысын таңдай алатын ми бар ғой сіздерде. Ми бар. Сондықтан жақсының ішіндегі жақсыны ғана таңдасаңыздаршы. Кім көрінгенге еріп, кім көрінгенге сеніп адасатын өздеріңіз ғой. Мен бүгін қайта-қайта осы тақырыпқа келіп жатырмын, өйткені бұл тақырып шегіне жетті ғой, шынын айту керек. Шегіне жетті. Ары қарай жүрейік. Рахмет. Ботагөз, көп рахмет. Міне, ем массаж Астана деген атпен біздің орталығымыздың белгілі массажисі Ботагөз отыр. Ботагөз, енді бұл жерде мына нәрсені айту керек, өте көп адам массаждың қадір қасиетін түсінбейді. Көп деген ауруларын, ойбай, осы денем құрысады да, тырысады, үйтеді да, бүйтеді, түнімен ұйықтай алмаймын, бойым өте ауыр тұрғанда әрең тұрамын, маған дуа жасалған ба деп жүрген адамдарға айналайын, алдымен массаж жасатшы дейміз. 3 күн массаж жасатшы айналайын. Бірінші күннің өзіне ертеңіне қақаң ұрып тұрасыз, қазақшылап айтқанда. Алдымен физиологиялық тұрған ем қабылда дейтініміз сол. Массаждың қадір қасиетін білген адам кемінде жылына 2 рет қабылдар еді. Негізі 90 сайын қабылдауға болады массажды. Бірақ жылына 2 рет қабылдаса өте тамаша болады. Бүкіл құрыстырысы жазылып, бүкіл жұмыс жүрмей жатқан ағзаңыздағы жұмыстар жүріп кетіп, тіпті ішкі органдардың қалпына келуіне де сізге жасалған массаж әсер етеді. Сол орталығымыздың белгілі массажисі Ботагөз арамызда отыр. Жазылу номері сол баяғы 8708 425 2829 номері. Ол жоғарыда Айнұр парапсихолог деген парақшадағы біздің админнің номері ретінде сол жерде тұр. Яғни профильде тұр. Тағы да бір мәселені айтайын. Тағы да бір нәрсе, тағы бір жалған ақпарат, жалған мәлімет таралып жатыр екен. Астана қаласында сіздердің екінші орталықтарыңыз ашылады деп естідім деді. Өтірік. Оны біздің атымыздан жалған іс-әрекет жасау үшін біреулер арнайы ұйымдастырып жүр. Біреулердің сондай жымысқы ойлары бар, әрекеттері бар. Енді өкінішке орай жақсыдан жаман көбейді деп баяғы Абайдың кезеңіндегі сарапамыздың айтқанындай, жақсыдан жаман көбейген заман ғой. Сондай бір жаман пиғылды адамдардың істеп жүрген нәрсесі. Ертең біреу, біз бәрін біліп, бәрін қадағалап отырмаймыз ғой. Айнұр Әбдірәсілқызының екінші орталық ашылды десе, мәз болып барып жүрмеңіздер. Астана қаласынан ешқашан екінші орталық ашылмайды. Біздің орталығымыз Майлин көшесі 23-ші үйде. Тек осы жерден ғана ем алуларыңызға біз кепілдік бере аламыз. Басқа жерден алатын емдеріңізге кепілдік бере алмаймыз. Қанекей, тағы да төмендегі сұрақтар бар болса жауап берейік. Мінекей, көрдіңіз ба? Кешегі эфир сақталуыма көре аламайды. Ең ақыры бүгін парақшаға бір ретте кірмегенсіздер. Эфирдің жарқырап сақталып тұрған кеше түнде қаншама адамдар Алла разы болсын, Алла разы болғырлар деп сөйледі ғой өзі. Алла разы болсын, 100-ге жоқ пікір жазылды. 100-ге жоқ тамаша пікір жазылды. Соншама адам қарап, көріп, түннің жарымына дейін қарап, күнімен қарап, жылап еңіреп отыр. Ал сіздер кірмеген сіздерде ғой. Енді кіріңіздер, қараңыздар, көріңіздер. Бұны сақтамағанда нені сақтаймыз? Қолдан келсе бәрін сақтаймыз ғой. Сіздер үшін түгін қоймай сақтап отырмыз ғой бәрінің. Рахмет, Гүлназ. Ай, өліске де көп рахмет. Қанекей, сұрақтарыңыз бар болса, тағы да бір сұраққа жауап беріп жіберейін. Осылай сіздерден естіп, Құранда солай айтылған деп бізге айтуға бола ма? Маған біреу, өзің оқымаған болсаң Құранға айтылған деп айтуға болмайды деді. Өтірік. Ол адамның сөзі де өтірік. Ол өзі былайша айтқанда дүмше деп айтады ғой, дүмше. Өзінің ешқандай білімі жоқ, көрінгеннен көрінген сөзді естіп алып, өзі сол естіп алған сөзді айтып отыр да сізге. Сөйтіп сізге естіген сөзіңізді айтуға тыйым салады. Олай емес. Бірақ ақпаратты білімді адамнан алыңыз. Нақты, баяғы айтқанда имамнан, нақты ғалымнан, дінтанушы, немесе нақты ұстаздан алыңыз да, олар енді Құдайдың алдында да, адамның алдында да
сөзіне жауап береді ғой. Өзіміз де осы отырысымызда Құдайдың алдында да, адамның алдында да сөзімізге жауап бере алатын болғандықтан отырмыз ғой. Сондықтан нақты дұрыс жерден алған мәліметті айтуға әбден болады. Ал енді Құран туралы бір тентектен естіп, психолог біреуден естіп алып, басына орамал таққан намаз, аяғасына ғалым болып кеткен деп жүрген, олай таратуға болмайды, керек жоқ. Мәліметті шынайы ғалымнан алыңыз, немесе шынайы дін адамынан алыңыз. Дін адамынан. Сосын оны қалауыңызша тарата аласыз. Көрдіңіз ба? Сол адамның өзі дүмшелікпен сізге теріс ақпарат беріп отыр. Тағы оны өзі дұрыс ақпарат деп санайды. Рахмет, Эльмира. Рахмет. Библия қайдан шыққан екен дейсіз ба? Айналайын, аспаннан түскен оқырмандар деймін ғой енді. Сан рет айттық қой. Библиясы бар, жаңағы Тәуратымыз, көне өсиет, сосын Евангелия бар, Інжіл, жаңа өсиет. Құран бізде жалпы осы үш діннің шығуы ибрахимдік діндер деп аталады. Аврамический религия деп аталады ғой. Ибрахим пайғамбардың ұстанып келе жатқан, адам атадан бері жалғасып келе жатқан ханиф діні. Бір құдайлық тура дін ғой. Сол діннің жалғасы болып табылады. Сондықтан барлығының негіздері бір. Бірақ дін біреу болғанымен әр қауымға өзін шариғат түсірілген. Библияның кезінде, Тәураттың кезінде яһудилерге, иудейлерге өзін шариғат түсірілген. Інжіл, Евангелияның кезінде христиандарға, Иса қауымына өзінің шариғаты түсірілген. Хақ пайғамбарлардың соңы Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам келгеннен кейін Құран арқылы өз шариғаты түсірілген. Осындай дүние. Аллай, аспаннан түскен тағы бір оқырман отыр екен, не айтылып жатыр деп эфирді сақтаңызшы дейді, тағы не айтылып жатқанын білмесе де. Айналайын, біздің қазақ қашан адам болады екен, Ғайныш, қош келдіңіз. Өз жағдайыңыз қалай? Денсаулықтарыңыз қалай? Айна, көрінген адамға сене бермеңіздерші. Ол енді қарасаңыздар, адамдарды аздырудың барлық жолын тапқан, адамдар. Негізі аздырғыш адамдар шайтаннан да керемет жұмыс істейді деген рас қой. Шайтаннан да керемет жұмыс істейтін рас. Неше түрлі жолдарды табады. Мына сөзге қараңызшы, сырты дұрыс. Ал бірақ соңғы жағында сізді салып жіберген жағы дұрыс емес қой. Мінекей, сұрақты оқиын. Қайырлы кеш, ораза қабыл болсын. Әр адамның ішіне 18 мың ғалам ақпараты бар еді, соны қалай алуға болады? Ішке үңілу жол қалай екен деді. Адам деген жалпы исламның өзінің ішінде емес. Салыстырыла келіп кейін шыққан ілімдерде микрокосмос, макрокосмос деген ұғым бар. Макрокосмос жалпы 18 мың ғалам деп біз айтатын, кешегі айтқандай бәлкім 40 мың, бәлкім 80 мың ғалам. Макрокосмос, Хақ тағала жаратқан ұлық әлем. Микрокосмос адам делінеді. Адамның ішінде сол үлкен ғаламда қандай ғажап құпиялар бар, тура сол секілді адамның өзінің болмыста құпияға толы дейді. Бірақ ол сөз 18 мың ғаламның бүкіл құпиясын адам ішіне салып тастады деген сөз емес, олай емес. Ол ғаламда өзінше құпияға лық толы, адамның болмыста құпияға лық толы. Өзіңнің қан тамырларың әрбір тамырынан қаншама құпияны таба бересің. Өзіңнің жан дүниеңнен, миыңнан қаншама құпияны табасың. Өзіңнің нәпсіңнен қаншама құпияны табасың. Тәніңнен қаншама құпияны табасың. Жаныңның, рухының аңсарынан қаншама құпияны табасың. Өзіңнің рухының жаратылысынан, рухының бойындағы қасиеттерден қаншама құпияны табасың. Мәселе сонда. Ал енді сіз бізге жаңадан келген оқырман екеніңіз көрініп тұр. Ең болмаса 40-тан асқандарға 40 кеңес деген біздің тренингімізге қатыса қойыңыз, сақтаулы тұрған. Соның ең соңғы бөлімде рухани жетілу жолдары деген бар. Соны бір қарап шығыңызшы. Сол жерде бәрі бар. Қала берді әлі күнге сақтаулы тұрған міне 2 жыл болды ғой. Яссауитану баспалдақтары деген бар. Сол жолдардан өте алсаңыздар, бүкіл рухани жетілу жолдары сол жерде көрсетіліп қойылған. Бүкіл рухани жетілу жолдары көрсетіліп қойылған. Өте алыңыз тек одан. Бірақ өте алатын адам бар деп айта алмаймын мен. Қазір бірде-бір көзсір әулие жоқ. Ол жолдан өткен ешкім жоқ. Жолды білетін адамдар көп. Көп болғанда ол да бәлкім енді жер жүзінде мүмкін 100 адам, 1000 адам бар шығар дегендей. Ал бірақ ол жолдан өткен адамдар жоқ қазір. Дәл қазір жоқ. Сондықтан мына өтірікке сенбеңіздер. Анау бәрі сол ішінде тұр, ішінен бірдеңе тауып алсаң күшті болып әлемнің құпиясы ашылып кеткен өтірікке сенбей ақ қойыңыздар. Сіздер ең алдымен жай ғана мен нені қалаймын, менің өмір сүру мақсатым, мәнім не,
мен не үшін жаралдым өзі? Әшейін адам ретінде, қарапайым адам ретінде мен кімнің кәдесіне асам, не қатырамын, нені тындырамын, нені жасай аламын деп бір ғана нәрсені алыңызшы. Қайтсем адамдарға пайдалы боламын, қайтсем өзімнің өмірім жақсы, мағыналы болады, қайтсем босқа өмір сүрмей, өзім үшін өмір сүріп өліп кетпей, қайтсем адамдарға да пайдалы боламын деген кішкентай нәрсені алыңыздаршы Құдай үшін. Ең кішкентай нәрсенің мәресіне жетіп болайық. Одан соң барып анау 18 ғаламның құпиясы туралы ойлануға болады. Табыс табыстың үстіне құралады. Жеңіс жеңістің үстіне құралады. Қабілет қабілеттің үстіне келеді. Қасиет қасиеттің үстіне келеді. Аспаннан келмейді. Бұлардың ешқайсысы аспаннан келмейді. Ешқандай ішіңізден бірдеңе тауып алып бәрі ашылмайды. Өтірік. Ондай нәрсе жоқ. Жаңағы кішкентай ғана ұғымнан бастаңызшы. Не үшін өмір сүремін? Өмірлік мақсатыңызды айқындаңыз. Не құнды? Ол үшін, мен үшін не құнды? Ең басты нәрсе не? Отбасыма, жолдасым ба, балама, Құдай иман сенім бе, кәсібім бе, басқа нәрсе ме? Мысалға денсаулығым ба, байлық ақша ма, адамдардың мені мойындауы ма? Неше түрлі құндылықтар бар ғой бұл өмірде. Соның қайсысы сіз үшін ең маңызды? Бәрін саралап көріп, ең маңыздысын табыңызшы алдымен. Ең маңыздысын табыңыз, бірақ бәрібір айналып келгенде өмірге мағына дарытатын нәрсе болу керек. Мүмкін сіз сол ең басты құндылығыңыздың ішінен тауып аларсыз, өміріңізге мағына дарытатын нәрсе. Мысалы, сіз үшін байлық, ақша деген құндылық тұр дейік та. Сол байлық ақшаға жету жолында да сіз адамдарға пайдалы көп нәрсе бәрібір жасауыңыз мүмкін. Өз аспаннан түспейді ғой байлық ақша деген нәрседе. Сол арқылы өзгелерге көп пайда беріп, өзіңіздің де өміріңіз мағынаға толуы мүмкін, жұртқа да жақсы, сізге де жақсы болып. Немесе сіз үшін ең басты құндылық не дейік, денсаулық болды дейік. Сол денсаулығыңызды керемет кемел дәреже жеткіземін деп жүріп, өте көп пайдалы нәрселерді өзіңіз біліп, соны жұртқа таратып, сол арқылы да өміріңізге мағына табарсыз. Сол арқылы да өзіңіздің жаңа айтқан құндылығыңызды одан сайын кемелдендірерсіз, жетілдірерсіз. Қарапайым нәрседен бұл нәрсе пайда болады. Сондықтан ең басты нәрсе, сіз үшін ең басты құндылықтар не? Анықтап алыңыз. Өмірдің мәні не? Анықтап алыңыз. Сөйтіп ары қарай жүре келе көптеген жақсы нәрселерге жетесіз. Ал бірақ жаңағы тағы да айтам. Өз ішімнен бәрін тауып ала қоямын деп біріншіден үміттену қажет жоқ, бірақ сонда да болса әуеде бұлт бар, Құдайға үміт бар дейтін болсаңыз, 2 жыл бұрын жарияланған 16 сағаттан тұратын, 7 әлде 8 эфир 16 сағаттан тұратын яссауитану баспалдақтары деген менің осы парақшада аман есен сақтап отырған тегін ғылыми танымдық курсым бар. Сол жерден бәріне жауап алуыңызға болады. Жақсы, баршаңызға көп рахмет. Қалған әңгімені ертең айтайық. Аман есен болыңыздар.